бүкіл әлем дірілдейді КГБ-ның мұрағатынан тұңғыш құжат алған азамат алдыңызда отыр. Мұстафаға шетелге кетуді ұсынған Әлихан Бөкейхан деген пікірге сіз қалай қарайсыз? Бәрі өтірік. Бәрі өтірік. Шоқайдың шетелге кеткендегі мақсаты ол эмиграция емес. Мұстафаға жағылған күйі? Мен оны толық растаймын. Астыртын күрестің әккісі болған Шоқай танушылардың құлағына алтын сырға. Ағажа Әміре Қошабайұлының өліміне Шоқаймен кездесу әсер етті. Бір ғана Әміре емес, талай қазақ азаматы, көрнекті азамат осылай қаза болды. Әлиханның ұрпақтары орыстанып кетті деп әлеуметтік желіде өте көп шығады. Енді сіздің перзенттеріңізде біз бәріміз мәңгілік емеспіз, аға. Ақыл үйрететін кісі кімсіз дегендей пікір білді. Тарих өткеннің ғана емес, бүгіннің де айнасы. Кезекті сұхбат Алаш мұрасы Әлихан Бөкейхан мен Мұстафа Шоқайдың арасындағы ерекше қарым-қатынасқа арналмақ. Бүгінгі менің қонағым алаштанушы Сұлтанхан Ақылы. Аға, бағдарламамызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Авторлық жобамның өзінің үрдісі бар. Қазақ халқының атынан осы ұлтқа қызмет еткен еңбегіңізді елеп, сізге құрметіміз деп қабылдаңыз. Осы сый құрметіміз. Қабыл алыңыз. Рахмет. Сізге арнайы тігілген шапан. Мына жеңі былай қайырылады. Сіздің өлшеміңіз деп арнайы тапсырыспен алдым мен. Үстіңізде тосын, аға. Жақсы, рахмет. Ал мынау үйдегі сіздің жағаңызды кірлетпей, ғылыммен айналысуға, ұлтыңызға қызмет етуге мүмкіндік беріп отырған жеңгемізге рахмет. Кішігірім сыйымыз. Ол кісі тыныш болса, сіздің құлағыңыз тыныш, сіз тыныш болсаңыз, ел тыныш. Яғни ұлтқа қызмет етуді ары қарай жалғастыра беріңіз, аға. Жақсы, рахмет. Ағажа, ұлтқа қызмет еткеніңіз үшін, сол қызметіңіз үшін құрметіміз деп айтып қалдым ғой. Төрге шығыңыз. Жалпы мынау ұлтқа қызмет ету дегенді сіз өзіңіз қалай түсінесіз? Әйтпесе қазір мынау Әлиханның сөзі бар ғой. Тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын деген сөзді ұрандатып, әлеуметтік желіде сәнге айналдырып, жастарда қолданып кеткен сияқты. Ол сөзі бар, сосын екінші сөзі бар. Ұлтқа, халыққа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген. Қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевта бірінші рет қайталады. Шындыра Әлихан келген мысал бойынша қазір қазақтың арасында білімді азаматтар аз емес. Бірақ қайсысы халқының мүддесіне қызмет етіп жатыр. Сондықтан ұлтқа, халыққа қызмет ету ол білімден емес, мінезден бер. Шындыра байқасақ, алаш қайраткерлердің бәрі түгел жоғары білімді азамат болған жоқ. Ішінде орта тағы басқа білім болсын, тіпті медресе бітірген немесе ауыл молдасынан қара таныған азаматтарда халқына кіршіксіз адал қызмет етті. Бұлар сол Әлекеңнің сол ұранына сеніп, соны өзінің ұран етіп алып, халқына қызмет етті, шынында да. Ол кезде, ал дәл қазірше, дәл қазір ұлтқа қызмет ету деген мағынасын сіз өзіңіз қалай түсінер едіңіз және қалай жеткізер едіңіз жастарға? Онда тағы да Әлиханның сөзінен бір үзінді келтіруге болады. Мысалы, 1924 жылы Мәскеуден жолдаған бір әдемі хаты бар. Дания кооператив және халық шаруашылығы деген. Сонда айтатын бар. Сен мейлі домбыра ойна, жер қаз, мал бақ, домбыра ойна, ән сал, бірақ өз ісіңнің шебері бол деген. Мысалы, өз алып қарасақ, осы күні бүкіл әлемде, мысалы, ең керемет әртіс кім? Еврей азаматтар. Ең кім зергер кім? Еврей азаматтар. Нобель сыйлығынан негізінен алып жатқан кім? Еврей халқының өкілдері. Ең керемет білгір математик кім? Еврей. Ең керемет дәрігер кім? Еврей. Сол сияқты қазақ халқы ешкімнен кем туған жоқ. Артық тумаса десек те, сол сияқты Әлиханның халыққа қызмет ету, ол әр азамат
өзінің саласында. Ол мейлі домбыра ойнасын, ол мейлі ғалым болсын, ол жер қазсын, тіпті көшеде сауда жасасын. Бірақ өз халқына, өз еліне адал бол, өз ісінің шебері бол. Халыққа қызмет ету осы. Ол еліңе қызмет етудің бірден бір шегі осы. Ол сен міндетті түрде мысалы көшеге шығып ұрандату емес. Ғалым болсаң, сен өз еліңнің ғылымын, тарихын немесе математика болсын, қай саласында болсын, сол өзінің салаңда адал қызмет ет, кіршіксіз қызмет ет. Барынша бүкіл дарынды көрсетіп, сол ғылымды айтқанда шегіне жетуге тырыс. Міне сол елге қызмет ету. Яғни мен дәл осы жауапты күткен болатын негізі. Дөп түстіңіз үстіне. Себебі мектептегі жай мұғалім. Балаларды барып оқытып жатыр. Таңертеңнен кешке дейін қызмет етіп жатыр. Немесе жеке кәсіпкер. Міне осындай кәсіппен айналысып жатқан жігіттер, қыздар, оларда өзінің ұлтқа қызмет етіп жатқандығын байқамауы мүмкін. Бірақ бұл да қызметке жатады ғой. Әрине, әрине. Өйткені азаматымыз қандай жұмыс, қандай міндет атқармасын, ол оның істеген ісі халыққа, еліне, мемлекетіне қызмет ету болып. Яғни ұрандатып айқайлаудың қажеті жоқ. Ұрандатып айқайлағанда сен әрине егер ұранның астарында қандай мақсат жатыр. Халықтың былай айтқанда көзін ашу, көкірегін ояту болса, ол бір басқа мәселе. Ал егер халықта шен-жай бір дүрлігуге шақырса, ол тіпті басқа нәрсе. Мысалы өзінің бір қайдағы бір жаман мақсат үшін. Сол мақсатта. Ал халықтың көзін оятып, мысалы Міржақып Дулат сияқты оян қазақ деп халықтың сана сезімін, ұлттық сана сезімін оятуға бағытталған болса, ол бір басқа. Дәл осы сәтте сізді осы қоғамда толғандыратын ең маңызды нәрсе не? Тарихқа ешқандай қатысы жоқ, өткенге де, келешекке де, дәл қазір сізді не толғандырады? Ең алдымен біздің мемлекеттік басқару жүйесіне көңілім толмайды. Өйткені біз тарихта бұл тарихсыз ешбір мемлекет алға баса алмайды, шынын айту керек. Мысалы 20 ғасыр басындағы Алаш ұлт-азаттық қозғалысының осы бүгінгі 21 ғасыр басындағы тәуелсіз қазақ мемлекетіне беретін тағылымы да, сабағы да өте мол. Шынын айту керек. Біз тіпті өзіміздің күні кешегі ғана тарихымыздан сабақ алғымыз келмейді, үлгі өнеге алғымыз келмейді. Егер назар аударсаңыз, біз егер қазақ халқының ұлттық тарихы 6 ғасырға жуық болса, 6 ғасырдың ішінде қазақ халқының мәдениеті, жазба мәдениеті, әдебиеті түгел қайта құрылған zaman ол 20 ғасырдың басы. Сол 20 ғасырдың үлгі өнегесі бүгінгі Қазақстанға беретін тағылымы да, сабағы да өте мол. Өйткені мысалы, егер Алаш Республикасы 6 ғасырлық тарихында қазақ жерінде дүниеге келген тұңғыш парламенттік зайырлы мемлекет екенін ескерсек, онда дәл бүгінгі Қазақстан үшін оның адымдап дамуына ішкі көп мәселені оп-оңай ешбір қиындықсыз шешу үшін, мысалы Қазақстан парламенттік жүйеге айналғанда, мысалы осыдан бір 20 жылдай бұрын мәлімделгендей, онда бүгін қазақ елінде мысалы жемқорлық деген дәл бүгінгідей деңгейде болмас еді. Халықтың билікке, шынында халықтың ішінен халықтың өзінің жүрегімен сайлаған адамдар отыратын еді. Ал Әлихан сонау 1915 жылы жазған керемет мақаласы бар, би һәм билік деген. Ол сол мақаласында не дейді? Халықтың тұрмысынан, мәдениетінен ескеріп қабылданбаған заң, ол өлі заң. Мысалы, ол Ұлыбританияның айтқанда заңдарын алады. Ұлыбритания ол жерде конституция жоқ, осы күнге дейін. Назар аударыңыз. Олар сол халықтың күнделікті тұтынған тұрмыс тіршілігінен шыққан айтқанда ережелер сол қазір Ұлыбританияда заң болып қабылданған. Бұл тек халықтың тұрмыс тіршілігінен шыққан шешімдер. Яғни халықтың үнін ести білу. Мәселе сол. Біз мысалы конституция, осымен үшінші конституцияны қабылдап отырмыз. Ол жүйе неге бізге әкелмеске? Ал оны әкелмеске де, ол үшін ең алдымен сол ең болмағанда 20 ғасыр басындағы тарихымызды терең зерттеу керек. Тарихы жоқ, халықтың келешегі жоқ деген. Біз сол тарихымызды әлі 34 жыл тәуелсіздігімізде қалпына келтірген жоқпыз. Мына 19 жылы біздің билігіміз ауысқаннан кейін сол кезде жаңа президентіміз тапсырма берді. Біз Қазақстанның көне дәуірден осы күнге дейін тарихын енді ұлттық мүдде тұрғысынан қайта жазайық. Сөйтіп тапсырма берді, қазір 7 томдық тарихымыз жазылып жатыр. Бірақ оның 6-шы томында сол 20 ғасыр басындағы тарихымыз жазылу керек. Есіңізде болса, осы Қызылордада өткен соңғы ұлттық құрылтайда президент
осы жылдың соңында, яғни тәуелсіздіктің 35 жылына қарай сол 7 томдық түгел қабылданып мақұлдануға тиіс. Демек сол күннен бастап ол енді мектеп оқулықтарына және жоғарғы оқу орындарының оқу құралдарына кіру керек. Бірақ бұл жерде бір масқара не? 20 ғасыр басындағы тарихымыз тағы да сол кешегі кеңестік тар көзқараспен, кеңестік идеология тұрғысынан жазылып жатыр. Міне соны сұрағым келіп отыр еді, оның ішінде қаншалықты өзгерістер пайда болды? Жаңа тарих жазылуы мүмкін бе негізі? Жоқ, қазір тіпті алғашқы 5 томы жазылып болды, ол мақұлданды. Кімдер жазып жатыр ол тарихты? Еліміздегі енді шынын айту керек. Көбінесе сол биліктің сөзін тыңдайтын, биліктің дегеніне көнетін, айтқанда ләббай тақсыр дейтін ғалымдарымыз жазып жатыр. Сонда ол құрамда сіз жоқсыз? Ол құрамда жоқпын мен. Бұл жерде ең басты мәселе 7 томдық ұлттық тарихымыз біздің ұлттық ғылым академиямыз қалпына келтірілді. Мемлекеттік ғылым академиясы болып бекітілді. Неге бұндай іргелі академиялық тарих, ол неге академиялық орталықта жазылмайды? Академиялық ортада жазылуға тиіс. Әрине оған биліктің бақылауы керек, сөз жоқ. Өзің айтқанда бір көзқарасын немесе бір саясатты тағы басқа ескеріп мүмкін бір өзгеріс енгізу керек шығар. Қанша дегенмен де тарихымыз бұл біздің ішкі мәселеміз. Және тарих ғылымын ол ғылыми ортада, академиялық ортада жазылу керек. Ақ ордада емес. Ең бастысы бұл мен көне дәуірді, басқа дәуірлер, кеңес дәуірін айтпаймын. Оғанда менің айтқанда онша терең білмеймін. Терең зерттеген емес. Ал 20-шы тарихқа келетін болсақ, 6 томдық дәл сол қазіргі күйінде шығатын болса, біз айтқанда болашақ ұрпақты шынайы тарихынан айырамыз. 20-шы ғасыр басындағы тарихынан айырамыз. Өйткені ол тарихта Алаш республикасы жоқ. Алаш қайраткерлері бар, ұлт-азаттық Алаш қозғалысы бар, бірақ қозғалыс туралы тіпті бір сөз жоқ. Тақырыбы Алаш ұлт-азаттық қозғалысы деп басталады. Бірақ қозғалыстың өзі туралы құрылған сәттен 1905 жылдың мамыр айынан бері 17 жылғы ақпан төңкерісіне дейін Алаш қозғалысы не атқарды? Ол туралы бір ауыз сөз жоқ. Бірден ақпан төңкерісінен кейін Алаш қайраткерлері уақытша үкіметтің құрамында қандай қызмет атқарғаны, сосын жалпы қазақ комитеттерінің, өзін-өзі басқару комитеттерінің құрылғаны туралы сол баяндалады. Ал одан кейін кеңес үкіметінің басып кіруін тағы да біз азамат соғысы деп қарастырамыз. Кеңес одағының Алаш республикасының территориясын басып кіруі ол азаматтық соғыс емес, ол екінші басқыншыл отарлау соғысы болды Кеңес одағы тарапынан. Алаш орда үкіметінің тарапынан большевиктерге қарсы соғысы қалай деп аталады? Отан қорғау соғысы. Біз әлі де тағы да қайталап айтамын. Біз кеңестік идеология тұрғысынан жазып отырмыз өз тарихымызды. Оны жазып отырған кім? Кеңес дәуірінен қалған, кеңестің тарих мектебінен шыққан ғалымдарымыз жазып отыр. Ал оған басқа ғалымдарды тартқысы келмейді, өйткені ол ғалымдардың өз пікірі бар. Сонда ертеңгі шығатын 7 томдық қайта жазылған кітапқа тағы да көңіліміз толмай қалуы мүмкін ба? Мен басқаларды айта алмаймын. Өз басым ол тарихқа көңілім толмайды. Өйткені ол тарихты мен өзім 35 жыл бойы зерттеп келемін. Өйткені қазір біз соңғы кезде мысалы Жапониядан, Чехия, Словакиядан тың мәліметтер табылды. Мысалы Алашорда үкіметі 18-20 жылдары ол жай әлі құрылмаған Ресей Федерациясының субъекті немесе автономиясы емес, егеменді тәуелсіз мемлекет ретінде өзінің сыртқы саясатын жүргізген. Чехословакиямен, Қытаймен, Америка құрама штаттарымен, Жапониямен келіссөзін жүргізген. Мен Ақордаға, осы қазір осы мемлекеттік комиссияны басқарып отырған азаматқа бір емес бірнеше рет хат жолдадым. Талай таныстарым арқылы да, Ресей билік өкілдері арқылы да танытып, бұған құлақ асып отырған ешкім жоқ. Жауап келмеді ме? Ешқандай жауап жоқ. Мен де тіпті сол комиссияның төрағасы отырған жігітпен кездесіп, өз қолымен бердім. Бұл тарихты бұлай жазуға болмайды. Бұл тарих емес, бұл кеңес одағының идеологиясы. Кәдімгідей пропагандасы деп айтады. Мысалы біз 90 жылы 25 қазан күні біз егемендік декларациясын қабылдадық. Назар аударыңыз. Оны бүгін біз республика күні ретінде тойлаймыз. Бірақ қалың жұрт оны түсінбейді. Не қылған республика күні? Мен сізге айтайын. Егер сол 1990 жылғы 25 қазанда қабылданған декларация 20 жылы айырылған егемендігімізді қалпына келтіру декларациясы деп қабылданғанда, оның тарихи маңызы зор болар еді. Есіңізде болса, 1989 жылы мынау Балтық теңіз жағалауындағы Латвия, Литва, Эстония қандай декларация қабылдады? Біз 1940 жылы айырылған
егемендігімізді қалпына келтіру декларациясын қабылдады. Ал біз сол егемендіктен 1920 жыл тамыз айында Ленин енді кешегі Алаш республикасының орнына Қырғыз автономиялық кеңестік республикасын құру туралы декретке қол қойған күні біз Алаш республикасы өзінің егемендігінен айырылды. Біз осындай тарихи фактілерге неге назар аудармаймыз? Иә, мен де оны жақында байқап қалдым. 25 қазан негізі қандай күн екендігін жұрт түсінбейді. Әрине, біз онда тәуелсіздікті 16 желтоқсанда емес, 25 қазанда жариядадық десек, онда оның маңызы болар еді. Немесе сол егемендігімізді 20 жыл тамыз айында айырылған егемендігімізді қалпына келтірген декларация деп қабылдасақ, онда үлкен тарихи маңызы болар еді. Мен оны талай сұхбатымда айттым. Әлеуметтік желінің барлығын ақтарып шықтым. Сіздің есіміңізді, аты жөніңізді Сұлтанхан Аққұл деп жазылып тұр. Аққұлы. Аққұлы. Аққұлы емес. Сұлтанхан Құдайдың Аққұлы деген мағынасын. Бұны айтып отырған себебім, мен бірнеше рет өзім жеке куә болғам. Бірнеше конференцияларда, кездесулерде сіз жаңағы үстелдің үстінде есімдері жазылып тұрған табло дейді, қағазға қатты мән беретінсіз. Бір рет айғай шығарғансыз. Алматы облысы Жаңалық ауданында қуғын-сүргін музейінде, мұражайда марқұм Ғарифолла Әнес ағамыз тірі кезінде ұйымдастырған бір жиында дұрыс жазылмағандығын сіз айттыңыз. Жаппай қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болады. Сол кезде мен өзім куә болғам. Сіздің сол кезде соған мән беріп, көңіліңіз толмағандығына. Тек бір ғана бүкіл әлемде тек орыстың дәстүрінде ғана бар. Бірінші Петр заманынан келе жатқан. Бірінші тегі жазылады. Түсіндіңіз бе? Қазақтар қалай айтады? Қазақ аты жөн дейді. Бірінші аты, сосын барып тегі немесе әкесінің аты жазылады. Содан кейін ғана. Өйткені мына қараңыз. Сіз шетелге сыртқа шыққан болсаңыз, мысалы, турист болдыңыз ба, жай қонаққа бардыңыз ба, бірінші онда ағылшынша не жазылады? Мына қараңыз. First name. Қазақша айтқанда әке-шешенің азан шақырып қойған есімі. Одан кейін барып тегі. Не әкесінің аты, не жалпы бабасының аты. Негізі тегі деген сөз бізге орыстан келді ғой. Әйтпесе біз жай ғана Абай Құнанбайұлы, Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы деп жазамыз. Мысалы, жалпы сондай бір ресми шараларда, ғылыми конференция болсын, тағы басқа бір ресми шараларда, негізі қазақта, біз әлі де сол орыстан қалған жаман дәстүрін береміз. Егер ертең орыстың қосымшасынан құтылатын болса, біз тағы да сол орыстың дәстүріне жазатын болсақ, онда қайсы есімі, қайсы тегі екенін шатасамыз. Шатасып жүрміз ғой қазір. Мәселе ғой. Өйткені егер біз қазақтың өз дәстүрі бойынша аты жөнін деп жазсақ, өзінің азан шақырып қойған аты, одан кейін тегі немесе әкесінің атын жазса, ешкім онда шатаспайды. Мысалы, Дональд Трамп дейміз, дұрыс па? Оны ешкім шатаспайды ғой. Билл Клинтон дейміз, мәселен. Билл деген ол Уильям дегеннің қысқаша айтылған сөз, бірақ Билл Клинтон деп атайды. Бірақ қайсы есімі, қайсы тегі деп ешкім шатаспайды. Өйткені олар сол қазақтың дәстүрі бойынша қараңыз. Уильям Клинтон, Дональд Трамп деп айтады. Орысша одан болса онда Трамп Дональд деу керек. Мен айтам, айналайын, өзің түп тамырынан қайта оралсайшы, аты жөнін жазылғанда. Біз Ресейде отырған жоқпыз. Мен өткен жолы Ғарифаның ұйымдастырған осы шарасында мен наразы болғаным сол. Өзіміз мына жерде қазақша сөйлеп отырмыз да, аты жөніміз орысша жазылған. Бұл қалай? Негізі қазақта ешқашан әкесінің, мысалы, тегі болса, әкесінің атын жазып әуре болмау керек. Мысалы, Сұлтанхан Жүсіп. Не Сұлтанхан Аққұлы. Сондықтан бұл жерде әрбір адам, қазір біз тәуелсіздіктің 35 жылында отырмыз ба? Біз өзіміздің түп тамырымызға ең болса аты жөнімізді қазақшалай алмасақ, онда біздің ұлттық намысымыз қайда? Аға, мен жақында үлкен лауазымды кісіден сұхбат алдым, бірақ ол подкаст шыға ма, шықпай ма әлі белгісіз. Себебі өте күрделі сұрақтар қойылған сияқты және жауаптар менің көңілімнен көп шыға қойған жоқ. Сондықтан ол жарыққа шықпай қалуы да мүмкін, бірақ оны енді алдағы уақыт көрсетеді. Сонда менің қойған сұрақтарым, ол кісі тіл мәселесіне көп мән береді екен. Тіл мәселесі андай болу керек, мұндай болу керек, өзге тілді білсең біле бер, бірақ өз тіліңді бірінші құрметтеуің керек. Сол тақырыпқа қазір сізде жақындатып алып келе жатсыз. Міне, ұлтқа қызмет ету үшін өзіңнің ұлтыңды сүйетініңді шын дәлелдегің келсе, бірінші өзіңді құрметте, яғни өзіңнің тегіңді құрметте. Сен өзіңнің атыңды, жөніңді дұрыс жазып ал бірінші. Сонда менің сұрағым, мен білем, өйткені ол кісінің отбасында балаларының біреуі қазақша сөйлей алмайды. 3 қыз, 1 ұлы бар. Біреуі де сөйлей алмайды. Мен олардың бәрін жақсы танимын. Оған налитынын да түсінем ол кісінің. Өте налып сөйлейді. Мен балаларым осы сөйлей алмады ау деген. Мүмкін уақыты болмаған шығар қызметте жүргендіктен. Балаларға қарауға
мемлекеттік қызмет бар, ұлтқа қызмет еттім деп өзі солай есептеп жүргендіктен. Сол сұрақ қойылған кезде ол сұрақтан қаша берді ағам. Мен жауап ала алмадым сұхбаттың аяғына дейін. Сол сұрақты сізге де қойғым келіп отыр. Сіздің отбасыңызда осы ұлтшылдық, яғни ұлтқа қызмет ету тақырыбы қаншалықты үйде талқыланады, ол қаншалықты маңызды? Өзіңіздің перзенттеріңіз, олардың тегі қандай? Ауыстыра Үлкен алдыңыз ба? қызым Әсем Сұлтанхан қызы Аққұл. Кенже қызым да Зарема Сұлтанхан қызы Аққұл. Немеремде Томирис Аққұл. Томирис Аққұл? Томирис Аққұл. Ол сіздің жиен немереңіз ғой? Жиен немереміз. Қазақта жиен ел болмас деген сөз бар емес пе? Ол бір жағынан ойлап қарасаңыз, қазір бар ғой, жиен немере, туған немере деген сияқты ол көмесіліп кеткен. Назар аударсаңыз бар ғой, мен қазір ол қызымнан туа ма, ұлымнан туа ма, ол бәрібір менің немерем. Бәрібір ол сіздің перзентіңіз. Иә, өйткені қазір біз отырықшылық дәуірден, отырықшылық дәстүрден, көшпелі дәстүрден әлдеқайда алыстадық. Ол бір жағынан ол заманның өтқаны лебі деп айтуға болады. Мәселен, күйеу бала бұған қалай қарады, қалай келісті? Күйеу бала тегін беруге. Бұл жағынан мен сізге айтайын. Мен үлкен қызым қазір күйеу балам швед азаматы. Шетелдік. Шетелдік. Екі қызым да қазір шетелде тұрады. Негізі олар мектептен бастап шетелде оқыды. Олардың бірінші тілі ағылшын тілі. Қазақ тілі емес, не орыс тілі емес. Өйткені олар ағылшын мектебінде оқып, соны бітіріп, қазір екеуі де шетелде тұрады. Қазақ тілін біле ме? Қазақ тілін білгенде, енді әдеби тілді біледі деп айта алмаймын, бірақ қазақша сөйлейді, түсінеді, бәрін ешкімнен кем сөйлемейді. Ал өзара қай тілде сөйлесесіздер балаларыңызбен? Мамасы олармен ағылшын тілінде. Мен көбінесе қазақша, орысша сөйлей беремін қызым. Ұзату той болды ма? Ұзату тойын біз жазды күні бара жатырмыз. Енді жасала ма? Енді жасаймыз. Олар үйленіп қойды, сізде? Бұлар Еуропада көбінесе тіпті тойға онша көп назар аудармайды. Ең бастысы жүректері жарасып тұра береді. Немереңіз нешеге келді? Биыл өткен жыл қарашада 17-ге толды. 17-ге толды, ұзату той сіздерде енді болады, Маған бұлай естіліп отқан сияқты аға. Сіз келесі адамның мейлі жақын, ол сіздің жарыңыз болсын, перзентіңіз болсын, сіз жеке адамның шекарасына кірмей құрметтейсіз. Әркімнің қыздарым дәл солай тәрбиеледі. Бірақ қыздарым өзінің отбасына, әкесіне адал. Соны білемін. Соған ризамын. Яғни кез келген шешіміне құрметпен қарайсыз. Мен олардың ішкі отбасына араласпаймын. Өйткені өз басым сондай өмірден өтті. Мысалы, менің қайнатам, енім ешқашан менің отбасым мәселесіне араласқан емес. Және өзімнің туғандарымның отбасыма араласуға ешқашан мүмкіндік берген емеспін. Менің отбасым бұл өзімнің қазаным, осында қалай қайнайды, қалай піседі, солай болу керек. Негізі қыздарым бәрі кемінде 4-5 тілде сөйлейді. Мектеп бітіргенде олар 2-3 тіл біліп шықты, мектеп бітіргенде, орта мектеп бітіргенде. Одан кейін, мысалы, кенже қызым сол Америкада оқып жүрген кезде испан тілін үйреніп алды, қазір тағы да Италия тілін үйреніп жүр, өз бетінше. Сіздің жолыңызды қуған перзенттеріңіз бар ма? Үлкен қызым өткен жылы магистратураны бітіріп, биыл Швецияда докторантурада оқып жатыр. Қай тақырыпта? Екі қызым да мамандығын өздері таңдады. Екеуі де ерлердің мамандығын. Үлкен қызым инженер химик, химия инженері. Кенже қызым ол механика инженері. Өздері таңдап, өздері түсті. Кенже қызымның мамандығы ол, қалай айтсам, әмбебап механика. Ол мысалы әуе күштерінде де жұмыс істей алады. Мысалы тағы басқа қуат өндіру, энергетик саласында да жұмыс істей алады. Мамандығы сол механик инженер. Үлкен қызым химия инженері. Жалпы қазақ тарихындағы ең өзекті тақырып алаш тақырыбын зерттеуші, сіз алаштанушысыз. Нөмір бірінші деп те айтуға болады. Және нөмір бірінші алаштың тұңғыш президенті деп өзіңіз ылғи айтасыз, Әлихан Бөкейханов деп. Бөкейхан. Әлихан Бөкейхан танушы. Әлихан танушы. Сіз Әлихан танушы? Шатасып кетеді деп ойламайсыз ба? Мәселен, Мұстафа танушылардың барлығы Мұстафа Шоқай танушы деп қазір ауыстырып жатыр, өзгертіп. Хэштегті. Себебі Мұстафа Өзтүрік бар, Мұстафа Кемаль бар, шатастыратындар бар дейді. Болашақ келер ұрпақ хэштег арқылы іздейді екен. Оны басып қалған кезде Мұстафаның түрі шығады екен. Мысалы, Әлихан танушы десе, Әлиханның хэштегін басқан кезде басқа Әлихандар да шығады. Әлихан Кантемір шығады, басқасы бар. Олай мүмкін емес. Әлихан танушы тек бір Әлихан шығады. Әрине, Қазақстанда қазір ең көп есім ол Әлихан есімі. Әсіресе мынау 2009 жылдан бері қарай, осымен неше жыл болды? 17 жыл болыпты. 17 жыл бойы жаңа туған сәбиге берілетін ең көп
ерлер есімі ол Әлихан есімі, шынында да. Әлихан Бөкейхан ол тарихымызда жалғыз тұлға, қайталанбас тұлға. Жақсы. Немесе 100 жылда, мүмкін 1000 жылда бір туар азамат шығар. Жақсы, сіз Әлихан танушысыз. Иә. Бұның барлығын сұрап отырған себебім, бағанадан бері сіздің отбасыңызды тәптіштеп, перзенттеріңіздің тегіне тоқталып, олардың мамандығына тоқталып деген сияқты, бұның барлығы бір қызық іздегеннен емес. Бұл бір қандай да бір сәйкестік па деп ойланып отырмын. Иә, қандай заңдылық болуы мүмкін? Әлиханның тағдырын сізден артық білетін қазақ жоқ шығар. Сізден артық білетін тарихшы болмау бар шығар мүмкін, бірақ мен білмеймін. Мен білетін кемде кем жарайды, солай айтайық. Ал енді Әлихан Бөкейханның перзенттерінің тағдырының соңы қазір бәрімізге белгілі. Белгілі ұрпақтары. Бірақ оған лайықты баға беріліп жатыр ма мәселе сонда? Бұл өте маңызды мәселе. Ұрпақтары орыстанып кетті деп әлеуметтік желіде өте көп шығады. Енді сіздің перзенттеріңізде біз бәріміз мәңгілік емеспіз аға. Біздің артымызда қалатын осы сүбелі еңбектер ғана. Сізді Сұлтанхан Ақұлы деп сондай хэштегпен ертеңгі келер ұрпақ іздейді. Мен оған сенімдімін. Әлихан Бөкейханның бүкіл өмір тарихы, тарих жолы, Алаштың тарихы бәрі шыға келеді. Қазір солай шығып жатыр. Сол кезде сізді салыстыруы мүмкін ғой. Әлиханның ұрпақтары орыстанып кетсе, Сұлтанхан ағаның ұрпақтары шетел асып кетті және қазақтан тым алыстап кетті деген тарихта тұлы мүмкін. Тұлы мүмкін емес, солай қалады ол. Жақсы, онда осыған бір ғана жауап берейін. Бір ғана тұрақты. Дәл осы күні, осы шамамен тіпті 10-15 жылдан бері шетелде маңдай алды елдердің ең озық университеттерінен білім алып, керемет бір мамандықты игеріп, елге оралған азаматтардың басым көпшілігі қайда жұмыс істейді? Соған назар аудардыңыз ба? Басым көпшілігі бәрі шетел асып жатыр. Неге? Өйткені елде оларға деген мұқтаждық болған жоқ. Ешқайсысы өз мамандығы бойынша өзінің дарынын, білімін, алған мамандығын игере алды ма? Жоқ. Басым көпшілігі шетелге кетіп жатыр. Олар сосын тіпті мамандығы бойынша жұмысқа орналасқан күннің өзінде де олар өзінің өміріне, тұрмысына 21 ғасырға лайықты айлық алып жатыр ма? Өзінің әлеуметтік жағдайын жақсартып алып жатыр ма? Жоқ. Дәл өзімнің туған балаларыма келетін болсам, менің балаларым ол Қазақстанда өзінің туған елінде тұрып, мектеп бітіріп, сосын барып шетелге немесе болашақ бағдарламасымен кеткен жоқ. Олар балабақшаны бітірген сәттен бастап шетелде Ұлыбританияның патшайымы болды, қазір енді 4-ші Карл ма. Сол патша отбасының қамқорлығындағы English International мектебінде оқып, олар Американың ағылшын тілінде емес, Ұлыбританияның ағылшын тілінде білім алды. Бұл енді қызмет бабымен болған дүние ғой. Әрине, өзім сол кезде 12 жылдан астам Прагада тұрдым. Ол кезде азаттық, Европа азаттық радиосында жұмыс істедім. Балаларым 2002 жылы кенже қызым балабақшаны бітіргені сол-ақ еді, мені алып кетті. Сөйтіп бұлар, былай айтқанда, бұлардың көзқарасы, ділі, тәрбиесі сол батыста өсті. Сондықтан бұлардың бірінші тілі қазақ тілі, орыс тілі болған жоқ, ағылшын тілі болды. Олардың қазір Қазақстанға алып келсем, олар бұл жерде қатты жатсынады. Кәдімгідей дәл осы күнгі жағдайымызда олар бұндай өмірге үйренбеген. Яғни бұл сіздің балаларыңыздың өзінің өскен ортасы. Ортасы сол, мәселе сол. Сондықтан мен бір ешкім ол үшін сынай алмайды. Мәселе осында. Енді түсінікті болды. Иә. Аға, енді осы тақырыптың аясында жүргеннен кейін ауытқып кетпей бірден сұрап алайыншы, жаңа сіздің еңбек жолыңыз, қалай бастағаныңыз туралы, әлеуметтік желіден ең бірінші өрт сөндіруші қызметінен бастаған екенсіз, еңбек жолыңызды. Жоқ, негізі мен мектеп бітірген 79 жылы мен оқуға түсе алмайтынын білемін. Қу жетіммін. Ол кезде кеңес дәуірінде жоғары оқуға түсу үшін не қомақты ақша болу керек еді, немесе жақсы тірегің болу керек болады. Мәселен. Қу жетіммін дейсіз ба? Әкемнен, шешемнен айырылғанбыз біз. Мен 3 жасымда әкемнен, 13 жасымда анамнан айырылып, біз 75 жылы Алматыға көшіп келдік. Қанша бауырыңыз бар? Біз қазір әке шешелерім негізі 11 перзент болғанбыз, қазір 5-еуміз қалдық. 11 баланың ішінде жалғыз әпкеміз болатын. Сол әпкеміз бізге әке орнына әке болды, анамыздың орнына ана болып бізді тәрбиеледі. Сіз отбасында нешінші баласыз? Енді менен кейін 3 інім бар.
үлкен ағам болған, Құралхан Аққұлы деген. Ол кісі 89 жылы Алматыда үлкен апат болып, өзі өрт сөндіруші болатын офицер, майор шеніндегі. Сол үлкен өрт болып, сонда қаза болды. Кешіріңіз аға, сөзіңізді бөлейінші, қай өңірде туып өстіңіз? Өзіңіз айтыңызшы. Мен негізі әзіршіні аралас айтайын. Мен бірыңғай астаналық жігітті. Қалай дейсіз ба? Өйткені мен Қазақстанның ежелгі астанасы Түркістан қаласында дүниеге келдім. Одан кейін Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының астанасы Алматы қаласында өстім. Ал енді тәуелсіз Қазақстанның жаңа астанасы бар, атауы өзгере беретін. Енді соңғы атауы Астана қаласында тұрамын. Ылғи астаналарда жүреді екенсіз ғой. Сосын Чехияға көшіп барғанымда, мен сол Чехияның астанасы Прага қаласында тұрдым. Асфальттың жігітімін, азаматым. Әдемі айттыңыз аға. Рас, осы. Сонымен оқыт солмаған соң жүк автокөліктерін жөндейтін слесарь болып, бір Алматы қаласында 25-72 деген автоколония болатын. Сол колонияда жүк машиналарын жөндейтін слесарь болып орналастым. Бұл армияға кеткенше осындай жұмыс атқардым. Одан кейін армияның алдында бір 4 ай бұрын 81 жылдың қаңтарынан 1 сәуіріне дейін мынау Қаныш Сәтпаев атындағы политехникалық университет болды, институт болды. Соның лабораториясында аға лаборант болып істедім. Сол жерден мен армияға алып кетті. Армияда Ауғанстанда айтқанда өзімнің интернационалдық борышымды өтедім. Борышымды өтіп қайтқаннан кейін тағы да оқуға түсіп көрдім, тағы да қабылдаған жоқ. Негізі мен бала күзімнен арманым да қолымнан келетін жақсы бір мамандық болды, ол мүсінші болу. Мектеп бітіргенімде Алматы қаласында нөмір 12-ші мектеп болатын, оның директоры социалистік еңбек ері Нұртазина Рафиқа Бекенова деген кісі біздің директорымыз болды. Сол маған мектеп бітірді деген аттестатын тапсырғанда айтқаны: балам, сен бүкіл Кеңес одағы мойындаған суретші, мүсінші болу деген тілек айтам деп. Сөйтіп не мүсінші, не суретші болғаным жоқ. Бірақ мен армиядан қайтқанда, армияда кішкене контузия алып, кішкене кекештенетін жаман ауруым болатын. Сонда бір үлкен кісі енді маған айтты: Сұлтан аға, сен бір басшы болғың келсе, кейін бір жұртпен жұмыс істейтін жұмыс болса, сен кекештеніп сөйлесең, сен ешқандай мансап тұра алмайсың. Сен одан Әл-Фараби атындағы университеттің филология факультетіне түс. Тіл мен әдебиетпен айналсаң, мүмкін тілің қалпына келетін шығар деп сөйтіп. Кейін 84 жылы оқуға түскенде соған түстім. Бірақ 6-шы жолы ғана оқуға түстім. 6-шы жолы ғана. Филология факультетіне. 83 жылы мен мамыр айында армиядан келсем, 83 жылдың қараша айында бізге соғыс қимылдарына қатысты деген бізге құжат берді. Ауған соғысының ардагері. Қазір оны былай айтқанда ауған соғысының ардагері деп атайды. Сол істеп бізге сол кітапша беріп, куәлік бергеннен кейін ғана мен Казгуға, Әл-Фараби атындағы қазіргі университетке айтқанда Бұл сізге берілген жеңілдік қой? Иә, сол жеңілдікпен оқуға түстім. Сол араб тілі бөлімінде 3 жыл оқыдым да, одан кейін 86 жылы желтоқсан оқиғасы бұрқ етіп шығып, менің өзімнен кейін туған елім 3 күн бойы сол көтерілістің ішінде жүрген ғой, өзі комсомол қызметкері болып жүр. Сөйтіп оны кейін сол үшін айыптап, ол жаңағы 87 жылдың жазына дейін мен филология факультетінің жатақханасында менің жанымда жасырын жатты. Енді ілімді құтқару керек болды. Ал сіз 86-ға қатысқан жоқсыз? Мен өзім қатысқаным жоқ. Өйткені ол кезде мен өзім алматылық болсам да жатақханада тұрамын. Өйткені өзімді асырай алатын көрсеткім келді әпкеме. Бір жағынан әпкеме салмақ болмасын дедім. Сөйтіп өзім жатақханада тұратым. Өзім студент кезімде күзетші болып істедім. Дәл сол кезде мынау Әл-Фараби көшесінің бойында академик городок деген болатын. Академик қалашық. Сол жерде мен күзетші болып жұмыс істейтін. Сол желтоқсан күні басталғанда мен сол жерде күзетші болып отырған. Таңертең түні бойы ұйықтамай, таңертең келсем, балалар шулап жүр. Ой, қонай тауып тастады ғой. Алса жасы келді ғой деп қояды. Жасы келді ғой, 70-тен асқан келді ғой. Алып тастаса енді жасы келді ғой десем, ой, сен түсінбейдің. Жаман болды ғой. Ой, жаман болды, не болды? Ой, бір орнына бір орысты отырғызды. Ой, үйренген жоқпыз ба орысқа деп қоямын ғой. Соның барында есімде бізге орыс әдебиеті пәнінен сабақ беретін бір әйел болатын. Сол кісіге бізге бір әйтеуір басу айтып жатты. Оны не айтып жатқанын жатаған жоқ. Мен ұйқы сұрап отырмын. Содан кейін 3 барды әйтеуір бенсек өткіздім де жатақхана барында қатып ұйықтап қалдым. Содан
тұрсам кешке жатақханада ешкім жоқ кәдімгі қаңырап бостан. Бір кезде оянып дәлізге шықсам, бір орыс бөлімінде оқитын бір қостанайдың қызы болатын курстасым. Сол айтады, содан бәрі шықты, бәрі алаңда жүр. Алаңда не істеп жүр? Мен білмеймін, бәрі сонда кетіп қалды деп. Жарайды. Сол күні жатақханаға бір топ жаңағы, ол кезде чекистер дейді ғой, мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің бір топ қызметкері келіп, жатақхананың дереу жаңағы жатақхананың несі болатын, жаңағы староста дейді. Старостың. Ол өзі менің көріп баласым, Балтабай Мекежанов деген жігіт өзі. Соны дереу шақырып, қазір бөлмелерді аралап шығарды. Кім бар, кім жоқтығын деп. Сосын маған Балтабай Сылған мен жүрші деп. Жарайды, екеуміз аралап келдік. Сөйтсек жаңа бізді таңертең тауықханадан тауықты санап шығарғандай, бізді санап шығарып сабаққа таңертең. Түстен кейін, сабақтан кейін санап кіргізеді. Ол кейбір балалар сол балконнан секіріп, бәрібір келесі күні де одан күн кейін де қатысыпты. Алаңға барып қайтысқан. Менде онда жаңа жұмысым болған жоқ. Сонда мен уже не болған, одан кейін бірден тергеу басталды. Казгу қалашылығының 11 қабатты несі бар, ректорат отырады. 11-ші қабатында бір кісінің, бір проректордың кабинетінде бәріміз студент шақырып тергейтін болды. Тергеуге кірген кезде үлкен столдың үстінде неше түрлі суреттер жатады екен. Маған біреу айтады, сіз ана жерде алаңда не істедіңіз? Мен айттым, алаңда ештеңем жоқ. Ана суреттерді қарасам, мен онда қарайтын несі бар, ол жерде болғаным жоқ. Немен іздеймін деп қоямын ғой өзімше. Сосын мен олармен әзілдедім, мазақ етіп кәдімгідей. Керісінше мен соғысқа барып келген батыл азамат, соғыстан аман келген бала. Олар таңғалады, сен бізден қорықпайсың ба? Мен сенен неге қорқуым керек? Деймін ғой жаңағылар. Олар таңғалады, неткен бала мынау батыр деп. Бұл біреу айтады, бұл ауғандағы болған ғой. Оны түсінікті деп. Сондай әңгіме болған. Жаңа сонда стөлдегі суретте сіздің ініңіз болған ба? Ініміз болды ма, болмады ма, оны білмеймін шын айтсам. Өйткені мен қараған жоқпын. Ол айтқанда тырысып қарамаймын деді, ол жерде мен сөйледім жоқ, мен кімді іздеуім керек бұл жерде. Сізді шатастырып айтып жатыр ма деп ойлап отырмын да. Бұл жерде бұлар былай айтқанда арандатушылық қой. Түсіндіңіз ба? Сосын мен біреудің өзінің группаластарымды танып қалармын. Сондай арамды оймен істеп отыр олар. Түсіндіңіз ба? Не деген ақыл? Жоқ, ақыл болғанда мен айтамын, мен уже қарамаймын, ол жерде мен жоқпын. Бітті. Оны мен неге қараймын? Басқалардың суретінде не шатағым бар деді. Қарамаймын дедім. Оларға керек сол болды. Бұл шында қатыспаған екен. Дегендей да. Енді ауылдан келген балалар болса жатақханада тұратын, қара десе қарап, танитын айтып қойған мүмкін ғой. Олардың тағдыры бітті деген сөз ғой. Өйткені менің тобымнан енді өзімнен басқа мүмкін тағы бір-екі адам қалған шығар, білмеймін, қалғандардың бәрі қатысқанын білемін. Ішінде бір ғана азамат қатысқан жоқ. Ол жаңағы Екібастұздан келген досым. Ол кейін ақырында сол ұлттық қауіпсіздік комитетіне қызметке кетті. Оқу бітірісіне. Ал сіздің ініңізше? Арамыздағы жүрген, кейін ол жігіттің жаңа жоғары жақта тергеу шақырғанда жазып берген нелері бар екен. Домалақ хаттар бар екен. Пәленше сөйтті, пәленше олай деп айтты, пәленше сөйтті деген сөздер. Оны кейін тауып қызық болған сондай. Жаңа кеңес дәуіріндегі доносчиктер сияқты, иә? Сөз тасушы. Ініңіз не болды сонымен? Мен 87 жылы дереу сырттай оқуға ауыстым да, енді сырттай оқуда араб тілі жоқ. Қазақ тілі мен әдебиетіне ауыстым да, өзім Ақтауға кетіп қалдым, інімді алып алып. Ақтауға бардым да, бірден ол кезде ол Ақтау емес, Шевченко қаласы деп аталатын. Сонымен бардым да бірден комсомолға орналастым. Өзім комсомолға орналастым да, бірден інімді ақырындап қана комсомолға кіргізіп жіберіп, осы қазір мынау Американың Шеврон компаниясы мұнай өндіріп жатқан жер бар ғой, теңіз деп аталатын. Інім сол жерде вахтовый метод деген бар. Сондай жұмысқа орналастырдым. Сөйтіп інім былай айтқанда қатарға қосылып кетті. Ешқандай қылмыстық іс қозғалмай, әйтпесе сол кезде інім ұсталса, сол екінші Қайрат Рысқұлбековтің кебін еді. Өйткені бұл 3 күн бойы сол жерден шығып қойған. Ол кезде кеңес одағына әйтеуір былай айтқанда сталиндік принцип болды ғой, адам болса оған үстінен қылмыстық іс табылады дегендей. Кім көрмеді отырғызып салуы мүмкін еді бұл жерде. Дәл сондай. Кеңестік жүйе сол ғой. Сонымен өрт сөндіруге қашан келдіңіз? Сонымен армиядан қайтқаннан кейін мен бірінші Алматы қаласында зергерлік зауыт болған. Бұрын ескі заманда білесіз, сол Мәншүк Мәметова көшесінің бойында Формамытпен тағы бір көшенің қиылысында Алматының зерге зауыты деген. Анау әлде ыдыс-аяқ болады ғой, алтын жалатқан. Сондай ыдыс-аяқ, қасық, шанышқан, мынау сондай шығаратын. Сол жерде 3 айдай жұмыс істедім де, сосын маған оқуға түсуге дайындалу керек болды. Сөйтіп мен өрт сөндіру қызметіне ауыстым. Ол жұмыста маған сабаққа оқуға түсуге дайындалуға мүмкіндік бар. Өйткені 1 тәулік жұмыс істейсің де 2 тәулік боссың. Сондықтан мен өрт сөндіруге ауыстым.
сөйтіп сосын оқуға түскеннен кейін де орыс өнері ары қарай жалғастыра бердім. 1,5 айдай тағы да жұмыс істедім. Сабақтан кейін жұмысқа келемін, бірақ мені өрт сөндіруге жібермейді. Тек ана телефон хабарларын қабылда дейтін не деген диспетчерлік деген болады, сонда отырамын. Таң атқанша сол телефон хабарлап, дереу жаңа бұйрық беремін. Ойбай, ана жерде өрт болып жатыр екен, өртке шықыңдар деп хабар беремін, сонда сөйтіп кетеді жұмысқа. Сонымен журналистикаға қашан келдіңіз аға? Бұл журналистиканың кішкене тарихы бар. КАЦУ-ды бітіргенде жаңа диплом жұмысымды қорғадым. Жаңа мемлекеттік емтихан комиссиясының төрағасы болып, белгілі филолог ғылым докторы профессор Мүсілім Базарбаев деген кісі сол комиссияның төрағасы болды. Сол мен дипломын көргенде ана кісі таң қалып, сенің айналайын ғылымға талабың бар екен, икемің бар екен, сен оның үшін ана төте жазды еркін оқиды екенсің, сен бізге ғылымға кел деді. Енді басқа жұмысым жоқ, Ақтаудан келген енді ғана диплом алғаным осы ғана, одан басқа не жұмыс бар, мен білмеймін, шын айтсам. Сол келісе қойдым. Ол кезде шынымен ол кезде ғылыми жұмыстың мәртебесі өте жоғары болатын кеңес дәуірінде, назар аударайық. Ол кезде мысалы доценттің, профессорлардың енді білмеймін. Қазіргі сөзбен айтқанда бір 3-4 миллион теңге алатын шығар. Кеңес дәуірінде мысалы профессор 1000 рубльге дейін ақша алатын. Кеңес рублі бойынша, шынын айтамын. Олардың тұрмысы өте жақсы болатын, әлеуметтік жағдайы. Мәртебесі халық арасында абыройы биік болатын, ғалым деген. Ой, анау университетте сабақ береді, ана жерде мынау кафедра меңгерушісі, мынау профессор, мынау доцент деген. Иә, бала күнде еститін. Ол өте беделді болып мәртебе болады. Олардың абыройы өте биік болатын. Бұл жағын таң қалдым, бірақ мен сізге қызық айтайын. 3 ұйықтасам ғалым боламын деп ойлаған емеспін. Бардым, жарты жылдай жүрдім. Есімде мен диплом жұмысын қорғап болғаннан кейін, мен сол кезде жетекшім болды диплом жұмысының Сейділдә Ордалиев деген кісі. Ол кісі ана белгілі алаш қайраткері болған, Омар Қараш деген ақын, өзі дін қайраткері, ахунд. Сол кісінің 5-6 кітабын аударып бердім. Бірақ ол кітап төте жазумен жазылғанда, бірақ оның тілі басқаша болған, қадимше деп аталады. Сол қадимшеде жазған кітапта 4-5 кітабын мен кириллицаға аудардым да, оны сосын машинеге теріп жаңағы Сейділдә ағама алып берсем, ол кісі төбешесі тік тұрды. Масқара, мынау керемет жұмыс, мынау нағыз ғылыми жұмыс, сен диплом жұмысын қорғамай-ақ қойды. Бітті, сен ғылыми жұмыс атқардың, саған 5 қоясың, аламын деп. Мен намыстанып қалай мен диплом жұмысын жазбаймын деп. Сосын отырдым да жазып 130 ба 150 бет қой диплом жұмысын жазып. Сонда жаңа емтихан комиссиясының төрағасы ана жұмысын көріп, енді жетекшімде мақтаған ғой, ойбай, бұл жігіт ана қадимшеден аулап берді, Омар Қараштың деп. Сосын ол кісі ойбай, сен бізге ғылымға кел деп. Жай үшін қызық үшін ғана. Аяқ астынан келдім. Соны 1 жылдай жүрдім, сенесіз бе? Енді 1 жыл болған жоқ, шамамен 7-8 ай кәдімгідей ай қарағандай жүрдім. Не істерімді білмеймін. Ғылымда не істеу керек, мен білмеймін, шын айтамын. Содан біз келе салысымен мен жаңа төте жазуды жақсы оқитынын білген соң, маған біз Жүсіпбек Аймауытұлының 5 томдық шығармалар жинағын дайындап жаттық. Мағжанның 3 томдық шығармалар жинағын дайындап жаттық. Соған сол топқа мені кіргізді. Мұрағаттарға, ұлттық кітап палатасына барып, сол ескі газеттердің, 20 ғасыр басында шыққан газеттердің, Қазақ газеті, Сарыарқа бар, Бірлік туы бар, Ұран газеті, тағы басқа газеттер, сосын ана қазіргі Егемен Қазақстан, ол кезде Еңбекшіл Қазақ деп аталады. Сол газеттердің, журналдардың бәрін ақтарып отыр, Жүсіпбектің, Мағжанның өлеңдерін, шығармаларын, бір мақалаларын іздеп, соны тете жүрегі кириллицаға аударамыз да, машинеге басып жаңағы Жүсіпбектің, Мағжанның шығармалар жинағын қосып отырамыз. Біздің еңбегіміз сол болды. Оны жақсылап тереміз, оны сосын жаңағы редакцияға шығарамыз. Қазір тілге ықшамдап деген сияқты жұмысым сол болды. Сөйтсем жаңа мен бірге оқу бітіріп, енді ол бірақ жаңа Абай атындағы педагогика университетін бітірді, Дихан Қамзабекұлы деген досымыз. Біз сол әдебиет институтында таныстық. Ол бір байқасаң, бір күні диплом, енді болашақ кандидат диссертация тақырыбын бекітіп алыпты. Келе салсын, 1-2 ғылыми мақала жазып жариялап қойды. Мен әлі жүрмін, ай қарағандай. Сосын бір күні есім жидым, маған да тақырып алу керек қойды. Сонымен әлі есімде жаңағы Сейділдә Ордалиев деген жаңағы диплом жұмысын жетекші айтқан, маған Сұлтанхан, сен мына диссертацияңды, дипломыңды оған тағы бір 40-50 бет қоссаң көп болса, сенің диплом кандидат диссертацияң дайын деп. А мен ол ұмытып кеткен, назар аудармаған ғой. Сосын дереу кімге бардым? Сол Сейділдә ағамызға. Айттым, аға, мына тақырыпты соны диссертация етіп қорғап алса, бекітіп алсам қайтеді деп. Айналайын, қайда жүрсің сен? Ол тақырып басқа біреу алып қойды деп. Қалай? Бір басқа біреу алып қойды. Сенің тақырыбыңды басқа жігіт алып, соны өзінің диссертациялық тақырып етіп алып қойды деп. Ой, жарайды. Мен не істеймін? Жүрмін. Бір күні бір кісі айтты, бір жігіт. Оны қазір жұрт біледі, негізі Міржақып Дулатұлы тұңғыш кандидат қорған жігіт, Марат Әбсәметов деген. Одан мен бір 4-5 жасы бар, үлкен. Сұлтанхан, сен осы Әлихан Бөкейханды алсаң қайтеді деп.
Мен айтамын, ол кім ол Әлихан Бөкейхан? Мен білмеймін оны деймін ғой. Ол кезде сенесіз ба? Мен былай айтқанда кеңес мектебінің, кеңес идеологияның бірден бір несі түлегімін ғой. Комсомол десе одан артық. Кеңес одағы деген одан артық құрылым жоқ деп. Ешкім білмейді ол кезде Әлиханның кім мәселе сол. екенін. Мен айтып ол кім деп. Сосын айтты, сен төте жазды білесің бе? Білемін. Вот сен онда қазақ газетін оқып қарашы деп. Жарайды. Барып жаңағы ұлттық кітапханаға барып қазақ газетінің бірнеше жылының несін тігнесін алдым да, қарап отырдым, қарасам, қыр баласы, Әлихан Бөкейхан, қыр баласы, қаптаған мақалалар. Қанша мақаласын оқып шықсам, мен үшін былай айтқанда, ойлап қараңызшы, мен осы өмірде жүрдім де, бір күні мұхит түбіне басым сұқтым да, керемет бір дүниеге тап болдым. Мен дәл осындай менде сезім болды. Сөйтсем, 20 ғасыр басында біздің қандай азаматтарымыз болған, қандай керемет тарихымыз болған. Сол кезде көзім жетті. Көзім қандай шарасынан шығып кетті десем, артық айтпаған болады. Шын айтсам, мен үшін бір жаңа тіпті басқа дүние ашылды. Кеңестік жалған өмір емес. Нағыз шынайы өмірді сонда көрдім. Содан біз 91 жылы Дихан екеуміз қайдасың Ленинград, қайдасың Мәскеу деп тайып отырдық. Сөйтіп бір айда жүрдік. Мен Ленинградтан, Ленинградтағы Салтыков-Щедрин атындағы кітапхана, қазір ол РНБ деп аталады, Ресейдің ұлттық кітапханасы деп. Ол кезде ол Салтыков-Щедрин атындағы кітапханасы бар. Сол кітапханада мен мынандай Әлекеңнің мынандай мұрасын таптым. Қазақша, орысша. Одан кейін Мәскеуге барғанда Мәскеуден одан да былай. Біздің Қазақстанның кітапханаларында жоқ. Әлиханның қаншама кітабында міне сөйтіп бір қоржын десем кемістеп айтқан болады. Мен бір қап, үлкен қап Әлекеңнің мұрасын алып қайттым. Мен түсіндім, Әлекеңді бір ғана филологиямен қамту мүмкін емес. Мен 95 жылы диссертациямды қорғадың алдында тарих және этнология институтының директоры болатын академик Манаш Қозыбаев деген кісі. Сол шақырып алды да менің дипломымды сұрап алды. Жаңағы диссертацияны сұрап алды да, бір тәулік па оқыды, сосын келесі күні шақырып алды, содан ғана бері кел. Айналайын, сен мына диссертацияның 70% таза тарих деп. Мен енді филологияны сені жұлып алмай қояйын, бірақ сен тарихпен қатар қорға деп. Сөйтіп мен саған тарих ғылымынан жетекші тағайындайын деп. Сөйтіп едіге Уәлихан деген бір тарихшын маған айтқанда қосымша жетекші етіп тағайындады. Бірақ менің жетекшім баяғы анау диплом жұмысын қорғағандағы емтихан комиссиясының төрағасы Мүслім Базарбаев болған. Ол кісі маған түбегейлі қарсы болды. Жоқ, сен қазір тек филологиядан қорғайсың. Жетекші жалғыз мен боламын деп. Мен ешкіммен сені бөліспеймін деп. Сөйтіп қарсылады. Сөйтіп маған филологияның тағы бір шрифт берді. Сөйтіп екі шрифтпен қорғадым. Қорғағаннан кейін бір жылдай өткеннен кейін Манаш Қозыбаевты шақырып алды да, сөйтіп 96 жылдың желтоқсанда мен тарих институтына докторант болып қабылдандым. 95 жылы қорғардың алдында Мюнхеннен Азаттық радиосының директоры, қазақ редакциясының директоры Қасен Оралтай мен Азат Европа, Азаттық корпорациясының екі вице-президенті Чарльз Карлсон және тағы бір кісі келді. Сөйтіп бұлар кеңес одағы ыдырағаннан кейін баяғы кеңес одағымен айтқан идеологиялық қырғиқабақ соғыста Американың идеологиялық қару болған Азаттық радиосы енді айтқанда бейтарап радиоға айналып жатты. Сөйтіп бұған енді Қазақстанның өз ішінде туып өскен тілшілер керек болды. Түсіндіңіз бе? Бұрын өйткені олар қазақ редакциясының көбінесе Түркиядағы қазақтар немесе екінші дүниежүзілік соғыста тұтқында болып қалып қойған қазақтар сондайлар. Бірақ ол Қазақстанның жалпы кеңес одағының оның ішінде Қазақстанның ішкі дүниесін, ішкі өмірін білмейді. Әбдіуақап Қарада сол жақта қызмет етті ғой. Дәл сол кезде Әбекеңмен сол кезде мен танысқанмын алғаш рет Германияда, Мюнхенде, үйінде қонақта болғанбыз. Сонымен енді біз Дихан екеуміз журналист емеспіз. Ол кезде мен журналист боламын деген тағы да айтайын. Үш жоқтасам түсіне берген емес. Шын айтамын. Бірақ сол кезде Қасен Оралтай айналайын, екеуің де алаштанушы ғалымдар, сондықтан сен көп мақалаңды оқып жүрген Әлихан туралы, алаш туралы дәл сендей жазған ешкім жоқ қой деп. Сен де екеуің де жаңағы байқауға қатысыңдар деді. Соны байқауға түстік екеуміз. Мен бірақ өтем деп ойыма келген жоқ. Бірақ анау жаңағы екі вице-президент, әсіресе ана бір вице-президент ол айтқанда ЦРУ-дың агенті екен. Орталық барлау қызметін. Дәл сол 95 жылға дейін мына Азаттық радиосы орталық барлау басқармасының айтқанда бақылауында, қадағалауында болған. Ал сол Прагаға көшкен сәттен бастап ол айтқанда жаңағы Американың орталық барлау басқармасының бақылауынан шығып, ол мемлекеттік департаментке ауысты бір жола. Айтқанда идеологияның тыңшылықтан ауысып неге жаңағы Американың сыртқы істер министрлігі дейді ғой, мемлекеттік департамент соған өтті. Сосын ол тікелей ақш-тың конгрессінен қаржыландырылады. Сонымен байқауда оларға қатты ұнап қалдым. Неге екенін білмеймін. Байқаудағы тақырып қандай еді?
Байқауда тек қана дикция, бірінші сөйлеу, дауысың болу керек. Тақырыпсыз? Тақырып жоқ, ол жерде бір нақты тақырып жоқ. Сенің журналистика деген қабілетіңді білу керек. Бітті. Мен айттым, осыған дейін мен бір сериал деректі фильм түсірдім. Ол қандай фильм дейді? Мен айттым, Қыр баласы деген 6 сериал деректі фильм түсірдім. Ойбай, бізге осындай керек деп. Сосын былай әңгімелесіп отырғанда айтты, Сұлтанға, сен бізге ұнайсың, өйткені сен тым еркін ойлайды екенсің дейді. Бізге сол керек деп. Бізге осындай еркін ойлы азамат, азат ойлы азамат керек деп. Сөйтіп ол жерде қаншама былай айтқанда кәсіби әккі журналистер болды. Дихан дауысыңыз жарамайды деп оны солай қабылдамай қойды. Маған айтады, сіз қабылдандыңыз деп. Азаттықта қаншалықты еркіндік қандай деңгейде болды? Ол жерде азаттықта мен сізге айтайын. Сізге ешқандай шектеу қойылған жоқ па? Шектеу қойылған жоқ. Бірақ шектеу болғанда тәртіп бар. Мынандай тәртіп. Журналист ешқашан өзінің пікірін айтуға құқы жоқ. Ол тек айтқанда негізі журналистикада ол айна болу керек, қоғамның айнасы. Қоғам қалай болады? Ағын ақ, қарасын қара, көгін көк көрсету керек. Міне оның басты принципі осы болды. Және журналист ешқашан өзінің пікірін, немесе біреудің пікірін қолдамау керек. Кім не айтты, сол күйінде көрсетеді. Мысалы, қазір Қазақстандағы жағдай, оппозиция бар, билік бар мәселен. Сол оқиғаларды сипаттағанда, бұл екі жақтың да пікірін көрсету керек. Бірақ ешқашан өзінің пікірін айтпайды. Бұл Азаттық радиосының ең басты ұстанымы осы. Ешқашан өзінің көзқарасын білдірмеу керек. Тек бейтарап. Мен сізге бір қызық айтайын. Мен Прагаға кешіп қалдым. Қайта-қайта телефон соғады, қайта-қайта хат жазады, Сұлтанға, сен кел, қазір келісімшартыңды алуың керек деп. Мені қырсығып тұрып алдым. Мен диссертациямды қорғамай ешқайда бармайын деп. Ал менімен қарама-қатар қорғап келе жатқан Едіге Мағауин, Мұхтар Мағауин ағамыздың ұлы, екеуміз бірге келе жатқанбыз, бір-екі сатыдан өттік қорғауымызда. Ол дереу қорғауын бір айға кейінге ысыртты, мен күнге барып контрактысын алып келіп, сосын қорғап кетті. Мен жоқ, қорғап болмайын, бармайын деп тұрып алдым. Сөйтіп енді мен күнге диссертациямды қорғағаннан кейін бардым. Мені Сұлтанға келмейді ғой деп шешкенде, менің контрактымды, менің келісімшартымды басқа бір жігітке бере салды. Сөйтіп мен 1,5 ай болдым да қайттым. Бірақ Алматыға келісімен сен тілші болсайшы деп, алматылық тілші болып жүрдім де, сосын 97 жылдың көктемінде Астананы Алматыдан Ақмолаға көшіретін шешім қабылдаған 94 жылы. Сол кезде 97 жылдың басында кәдімгідей көшу қозғалыс басталды. Сол кезде мен Астанаға бармайын ба деп Ақмолаға келдім да, сол 97 жылдың қазан айында Астанада Азаттық радиосының бюросын аштым. Соған директор болдым. Сөйтіп 97-тен 2000 жылға дейін Азаттық радиосының Астаналық бюросының директоры болып, тілшісі болып жұмыс істедім. Сөйтіп айтқанда, бір жағынан бірыңғай журналистикаға ауысқандай болдым, бірақ мен Алаш тақырыбын, Алиханды зерттеуімді ешқашан үзген емеспін. Сізге дейін Алихан Бөкейхан тақырыбын ешкім қорғамаған. Тікелей Алихан туралы ешкім қорғаған жоқ. Өйткені Алихан бүкіл Алаш қаскерлерінің ішінде ең соңынан ақталды деп айтуға болады. Сосын оны айыптап, халық жауы деп атып тастаған кеңес үкіметі оны өздері содан кейін ақтап алды. Ал енді кеңес үкіметінің өзі қайда кетті қазір? Кемнеске кетті. Сондықтан оларды ақтады деп айтудың қандай қажеті бар? Шындары. Бірақ сол Әлекеңнің сосын ол Қазақстанда емес, Мәскеуде ақталды 89 жылы. Жым-жырт қана. Оны кейін ғана естіп білдік. Содан ғалымдардың көпшілігі Алиханды алуға кәдімгідей қорқып келген. Ахметті, Міржақыпты, Мағжанды бәрі бытыра шашылады, бір-бірімен таласа жүріп таңдаған болса, Алиханға ешкім бармай қойды. Мен таңдаған себебім, біріншіден мен ол кісінің кім екенін білмеймін. Біріншіден. Сосын кейін ол кісімен танысқанда мен керемет сезімде болдым да. Сосын менде енді жас ұрпақпын ғой, ол кезде жаңа ұрпақпын. Менде ондай үрей жоқ. Биліктің алдында, қауіпсіздік комитетінің алдында ешқандай үрейім жоқ. Керісінше. Сондықтан менде тіпті ол біреу одан қорқады екен, үрейленеді екен деген ойда келген жоқ. Оны кейін ғана түсінді. Кәдімгідей. Содан кейін тек 94 жылыма тарихшы Мәмбет Қойгелдиев Алаш қозғалыстан қорғады. Бірақ Алаш қозғалыстан бұрын кеңес дәуірінде Кеңес Сүтбеев деген ағамыз қорғағанда, бірақ ол жерде Алаш идеясын, Алаш үкіметін тек сыни көзқараспен, кеңестік талап бойынша, маркстік, лениндік идеология бойынша түкке шығармай бұны былай айтқанда буржуазиялық мемлекет, буржуазиялық қозғалыс болды, ұлттық буржуазиялық қозғалыс деп сөйтіп шығарған. Кейін ол кітапты түгел қайта жазып, кейін Алаш және Алашорда һәм Алашорда деген кітап шығарды. Сол бұрынғы жазған еді 100% былай бұрмалап қайта шығарды. Сондай көзқарас болды. Архивпен жұмыс істегендіктен сізді зерттеуші деп атауға бола ма?
ол кім не демесін маған бәрібір, шын айтамын. Мысалы, керек десеңіз, бұл айтса қазір мүмкін жұрт сенбейтін шығар, мысалы, Әлекеңнің Бутырка түрмесіндегі отырған суреті. Ол қашан, қалай, кімнен шыққанын ешкім білмейді. Біз Дихан екеуміз сол 91 жылы жаңа Мәскеу Ленинградқа барғанымызда біз 19 тамыз күні Ленинградтан Мәскеуге келдік таңертең. Ол кезде Стрела деген пойыз болатын, Мәскеу мен Ленинград арасында қатынайтын. Сол пойызбен 19 тамыз күні Мәскеуге таңертең келіп тоқтаған кезде біз пойыздың ішіндегі радиосынан дауыс естідік. Сол кезде вице-президент сол хабарлап жатыр. Сол кезде ГКПЧ деген бір нәрсені ұйымдастырып, Горбачевты мына Қырымдағы Фарос демалыс үйінде қамап ұстап, вице-президент кім еді, аты есімнен шығып қалып тұр. Төтенше жағдай бойынша мемлекеттік комитет деген құрып, сөйтіп билікті өзіне басып алып, кеңес одағын сақтап қалу жолын жасады. Ол қозғалысқа сол кезде Ресейдің президенті Борис Ельцин ғана қарсы шықты. Сөйтіп біз Мәскеуге келген кезде қарасақ, бүкіл Кремль жан-жағынан танктермен, БТРлармен қоршап тұр екен, қоршап тұрып алыпты. Біз барған жаңа ол кезде Ленин атындағы орталық кітапхана, кеңес одағының кітапхана жабық тұр. Сосын Дихан екеуміз не істедік, бардық та анау Химки деген кішкене қалашығы бар, қаланың сыртындағы, қаланың көрші шағын ғана. Сол жерде мәдениет институты бар, сол мәдениет институтының қонақ үйіне жаңағы жатақханасына барып тұрдық та, күнде метромен қайтып келіп, Кремльдің айналасында жұртпен бірге жүреміз жаңағы. Сөйтіп ақырында 22 тамыз күні Горбачевты босатып, ол Мәскеуге ұшып келіп, сол Мәскеудің жаңағы тепкішегіне тұрып, ол КГБ-ның төрағасы Владимир Крючковты қызметтен алды да, оның орнына дәл сол кезге дейін кеңес одағының құрылыс министрі болған Вадим Бакатинді төраға етіп тағайындады. Соны біз теледидардан көріп отырмыз, сонда 3 күн бойы теледидар көрсетпей, ол кезде анау кішкентай Аққулар деген би бар, соны көрсетіп тұрады, одан басқа ештеңе көрсетпейді. Телефондар жұмыс істемейді, ол кезде үйдегі жеңгесі енді ғана 2 қабат болатын, бірінші үлкен қызымызға. Онымен хабарласа алмаймын. Ол аяғы ауыр, мен жоғалып кетті, менде кәдімгі қатты толғана бастаған, кәдімгідей. Сондай қызық болған. Соны естігенде мен айттым, Дихан, мына Вадим Бакатин деген кісі, ол былай айтқанда, қалай десем, мынау қауіпсіздік комитетінің қызметінен хабары өте аз адам. Ол гуманитарлық қызмет істеген адам, құрылыс материалында. Соған хат жазайық деп. Біз Дихан екеуміз Мәскеуге барғанда мындай қулық жасайды. Сол кезде кеңес одағында солай болатын. Егер қайсы бір мекеменің бланкі болса, оған мөрі басылмайтын. Тек жаңағы басшының атын қол қойып, сол бланкке қол қойса, жаңағы сол мекеменің басшысы, сол жарайтын. Біз әдебиет институтынан мынандай көп несін алып бардық. Өйткені кітапханаға барасың, мұрағатқа барасың, тағы да мұражайға барасың, соны хат керек дейді. Сол кезде біз дереу бір кез келген мекеменің кіресінде машинист қызға бір шоколад берсең, ол саған машинкаға басып береді жаңа. Сөйтіп мен айттым, Дихан, мына КГБ-ның төрағасына барайық. Осы қорқып еді. Сонда Дихан екеуміздің қулығымыз былай. Егер ол хатты Дихан алып барса, жаңа әдебиет институтының директоры Серік Қирабаевтың атынан мен қол қойып беремін. Мен алып барсам, Дихан қол қойып беретін. Түсіндіңіз бе? Сондай ел болатын. Сонымен Дихан ол кезде онша орысша жақсы білмейді. Мен орысша жазып бердім. Сосын барып көрші бір мекемеге бардық, жаңа машинкаға бастырып алдық, бланкке. Сосын Дихан қол қойдыр десем, қорқып сұлдаған анамны қорықпашы қойын алайын. Ол заман емес, ол 30 жылдар емес. Не қорқасың деп. Әйтеуір біресе қол қойдырып алдым да, сөйтіп Лубянка деген жерді білесіз ғой. Орталық кеңсесі. Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің орталық кеңсесі Мәскеудегі Лубянка көшесіне. Соған алып бардым. Бұл наград 22 тамыз күні таңертең. Наград. Оның қазір қызығын айтып беремін. Мен бардым, тапсырдым. Әдетте ол кезде чекистер өте шашын қысқа әдемілеп тазалап, тек былай костюм шалбармен галстукпен жүретін кез ғой, ол кезде. Қарсып сондай бір кісі қатаң кісі былай қабылдап алды. Сосын мына жерде отыра тұрыңыз деді. Мына жағында отыратын орын бар екен, соны отырдым да. Сол кезде ойландым. Оған дейін істегенім бәрі былай айтқанда қызулықта, жастық не ғой, албырттық бар. Соны келіп отырдым да бір кезде ойландым. Әй көке, сен қайда отырғанды ойладың ба? Бұл кешегі НКВД ғой. Оның алдындағы ОГП, одан КГБ, одан МГБ, енді қазір КГБ деп аталады. Қайда отырсың? Сен жаңа Алихандардың бәрін атқан кім? Осы мекен емес па? Өзіңіз ойлап қараңыз. 21 тамыз күні сағат кешкі 8-9-дарда Горбачев ұшып келген кезде, 7-8-дерде ұшып келді. Алматы ол кезде қанша уақыт болды? Назар аударыңыз. 3 сағат айырмашылық. Уже жетіп алса Алматыда сағат
түнгі 10 мына қараңыз. Ол Алматыға сол жағына қалай жетті жетпеді, назар аударыңыз. Сонда әшейін ғалымдар қауіпсіздік комитетінің өкілдерінен жылдам екен де. Оперативный дейді ғой. Түсінесіз ба? Оны егер ана сол кезде КГБ-ның өзінің ішінде жаңағы жүз басталмағанда олар айтады, қалайша сендер Алматыда отырып қалай біліп қойдыңдар? Қалай таңертең 9-да Мәскеуде отырсыңдар хатпен деп. Түсінесіз ба? Сол есіне түскенде жаман қорықтым. Соған қазір аударса шаруа бітті. Жаман толғанып кеттім, қара тер болып кеттім, тер шығып кетті. Сөйтіп отырғанда бір ойланып отырмын, не былай бір жатыр. Қазір мені ұстап алады да алып барып жаңа азаптайтын шығар деп уже бір фантазия кетіп қалды. Сөйтіп отырғанда алдына біреу тұр, қарасам алдына бір кісі келген. Следуйте за мной деді. Ойладым, бітті шаруа. Сосын біз тепшікпен көтеріліп бара жатырмыз. Мен ойланып келе жатырмын, миым бар ғой, өмірім, бүкіл өмірім өткен өмір басынан айналып келе жатыр. Сөйтіп 2 қабат көтерілдік па, 3 қабат көтерілдік, есімде жоқ. Әйтеуір 1 қабат көтергенде біз бір ұзын дәлізге түсті, дәлізден келе жатырмыз. Бір кезде, бір есікке жете берген кезде, ана кісі есікті аштыра, выходите. Кірдім, сол кезде қабылдауда бір майор шенді кісі тұрып отыр екен, атып тұрды, ана кісіге сәлем берді, әскеріші. А бұл азаматтық киімге киген. Сонда мына анадан гөрі шені әлдеқайда жоғары. Түсіндіңіз бе? Бұл мүмкін генерал ма, білмеймін. Сосын ол сұрады, у себя? Өзінде ме деп. Да, у себя деп. Сосын ол стойте здесь деді, ана кісі кіріп кетті. 1 минут болды ма, болмады, шықтыра. Проходите, молодой человек деп. Үндемей ойладым, уже азаптайтын жер осы ғой деп. Енді қорққанға қос көрінеді дегендей. Жеткен жерім осы екен дедіңіз ғой. Осы ғой деп, қазір енді азаптауға кіргізген шығар деп. Кірсем, үлкен кабинет, бірақ қара көлеңке екен. Енді жаз ғой, аптапыстық қой, ол жерде Мәскеуде онша қоңыр салқын емес. Қарасам, тек терезенің кішкене сәуле кіріп тұр. Сәуле емес, әшейін жарық кіріп тұр. Қарасам, ана үлкен стол тұр екен. Содан бір кісі тұрды да, қанама қарсы келе жатыр. Сосын мен бара жатырмын, келе жатырмын, барғанша көзім үйренді. Үйреніп қарасам, Вадим Бакатин кеше ғана тағайындалған Кеңес одағының қауіпсіздік комитетінің төрағасы Вадим Бакатин. Қандай шаруамен келдіңіз деп сұрады. Сонымен жағдайды айттым. Қандай материал беруге рұқсат, соның бәрін беріңізші деп. Өйткені Әлекеңді 37 жыл тұтқындаған кезде оның бүкіл қолжазбаларын, суреткен, былайпен, соның қатысты құжаттардың бәрін дәлел ретінде алып кеткен. Оның ешбірі қайтарылған жоқ. Жазылып болған қаншама ғылыми еңбектері бар. Қазақстан тарихы бар деп, менің білуімше. Соларды алсам ба деген. Жарайды, онда біз жаңа хатыңызды оқып көреміз, танысамыз, сосын жаңа істің дүниелермен танысайық, қайсысын беруге болады, қайсысын беруге болмайды. Соның ішінде былай айтқанда заң бойынша бір айдың ішінде жауап беруіміз керек. Біз сол заңда көрсетілген уақытта жауабыңызды аласыз деп. Жақсы, қол алыстық, кеттім. Ойлап қараңыз. Мен КГБ-ның, бүкіл әлем дірілдейді КГБ-ның мұрағатынан тұңғыш құжат алған азамат алдыңызда отыр. Оның ішінде КГБ-ні алдап соққан азамат алдыңызда отыр. Әлекеңнің соңғы сәтінде атар алдында түскен суреті бар ғой, бутыркада. Сол суретті алып шыққан кім? Ол кісі алдыңызда отыр. Саусақпен көрсетпей қойын. Әлекеңді ату жазасын кескен жоғарғы соттың әскери алқасы, 3-тік соты. Соның несі бар, өкімі бар, Әлиханды ату жазасын кескен сұрақтары бар, құжаттардың, сол құжаттардың бәрін, сосын Әлиханның дәл сол сәтке дейін, сол құжат алғанға дейін Әлихан атылды ма, әлде анау қиыр шығысқа бір лагерьге аттанды ма, одан біз хабарымыз жоқ тұғын. Ал дәл сол құжаттың ішінде Әлиханның сол өлім жазасының кесілген күні атылып, сүйегі өртенген туралы анықтауға болды. Сондан бастап мен Әлекеңмен айтқанда жерленген жерін іздеуге кірістім. Келе салысымен біз Қазақ ССР-ның мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің мұрағатынан Әлекеңнің, тағы Мағжанның, тағы басқалардың істерін қарап құжат таптық. Негізі жұмысым жай ол ана Мәскеудің азаматтық мұрағаттарын ғана емес, бүкіл әлемді дірілдетіп отырған КСРО-ның мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің мұрағатын тұңғыш ашқан екі қазақтың Қарадомалов баласы. Содан басталған негізі. Сонымен Ресейдегі архивтен Әлихан Бөкейханның құжаттарын алғаш Қазақстанға алып келген сіз. Алғаш зерттеген де сіз, енді архив жайында тағы да. Енді сізді зерттеуші деп айтуға болады. Журналист, филолог. Сіз енді 8 қырлы бір сырлы жігітсіз ғой. Жоқ, 3-ақ қырлы.
қойыңызшы аға. Иә. Филолог, филолог, журналист, тарихшы. тарихшы. Шақырым бар. Жоқ, сіз неше араб тілін білесіз ғой. Араб тілін білмеймін, өйткені. Алаштанушы, ол да бір қыр. Және оны насихаттаушы, ол бөлек аға. Ол бөлек шығар, жарайды, келісемін. Жоқ, мен жалпы енді мысық тұқымдымын, шын айту керек. Аға. Барыс жылы Арыстан айында туғым ғой, мен тек сипалаған жақсы көремін да, мақтаған сайын. Сөз жоқ, маған тіпті 100 қырлы десеңіз де қарсы емеспін. Енді жаңа архив жайында ары қарай тағы да толықтырып кетсек дегенім ғой. Енді архивпен жұмыс істеген адам ретінде сізді сол кезде бір жаныңызды күйзелткен, көңіліңіз толмайтын сәттер немесе таң қалдырған, қатты қуанған сәттеріңізді қысқаша еске алып өтсеңіз. Шын айтсам, Біріншіден мен таң қалдым жаңа сіз айтқаныңызды, мен әлі естіген жоқпын Әлиханның атылар алдындағы суретін. Бірінші сіздің тапқаныңыз ол сөзсіз ғой әрине, бірақ ол туралы мен әлі көрген де жоқпын, естіген де жоқ едім. Оған мен таң қалдым. Ал сіз таң қалған сәттер болды ма? сонау баста, алғашқы бастаған жылдары мен тапқан әр материалыма керемет таң қалатынмын. Өйткені Әлекеңнің ғалым ретінде, мысалы көп танылған емеспін дәл сол сәтке дейін. Әлекеңнің бір емес, 3, 4 экспедицияға қатысқанын мен сол кезде білдім. Таң қалдым. Біздің қазақ тарихында, қазақ ғылымында 3 бірдей, бір республикалық емес, бүкіл одақтық, оның алдында бүкіл ресейлік экспедицияларға қатысып, керемет жұмыс атқарған сол кезде көзім жетті. Ол сол кезде ғылым саласындағы, одан кейін мынау қоғам жұмысында, одан кейін саясаттағы атқарған істеріне көрген сайын мен керемет таң қалдым. Бұл кісінің шеберлігіне, бай тәжірибесіне, одан кейін қазақ газетінде 5,5 жылдай бойы Әлекеңнің мақалаларын оқып, әр мақаласын оқыған сайын мен керемет таң қалатынмын. Осы күнге дейін таң қаламын. Қазір осы Әлекеңнің 15 томы шыққаннан бері, 15 томда Әлекеңнің шығармаларын оқыған азаматтардың бәрі таң қалмай қоймайды. Өйткені бір адамның соншама білімнің қаншама шегін, ғылымның қаншама саласын біліп, сол ғылымның сол саласының іргетасын қалап кеткеніне таң қалмайтын адам жоқ. Өйткені біздің дәл осы 6 ғасырлық тарихымызда, қазақтың ұлттық 6 ғасырлық тарихында Әлекеңдей білімді табу өте қиын, мүмкін емес. Әлекең іргетасын қалап кеткен Абайды қазір жер көкке сыйғызбай мақтаймыз. Халқымыздың намысын оятқан, мәдениетіне, әдебиетіне, жалпы қоғамына, қоғамдық пікіріне зор ықпал еткен адам. Бірақ сол Абайды сақтап қалған, осы бүгінге жеткізген ол Әлихан, ол бір. Екіншіден, Абайдан да керемет ой жазған, керемет жол көрсеткен Әлихандай адам жоқ. Шынында да. Біз мынау кеңестік идеологияның ықпалында әлі де жүрміз. Сол ықпалдан шыққан жоқпыз. Ғалымдарымыз, қоғам қайраткерлері, мемлекет басшылары Әлиханның кім болғанын, оның шығармасын оқитын болса, олар Абай мен Әлиханды қатар қоя бермейді. Ал сол алаш қайраткерлерінің арасында ортақ стратегия болды ма? Оған ешқандай дау болмасын. Сіз бір ғана Қазақ газетін алып қараңызшы, одан кейін Сарыарқа газеті, одан кейін Бірлік туы бар. Бәрін оқып қарасаңыз бар ғой. Алаш қайраткерлерінің арасында шынайы демократиялық пікірталас болған. Айқап журналының маңайында, айтқанда, қазақта діни негізде біріктіруді басқа ұлттармен, басқа түркі халықтармен діни негізде, діни қозғалыс ретінде насихаттаған журнал болды. Сол топтың журналы болды, басылымы. Ал Қазақ газеті, ол айтқанда, Әлиханның тілімен айтқанда, батысшыл қазақ зиялыларының басылымы болды. Екеуінің арасында қандай айтыс болды? Наградасы. Алаш қозғалысына қарсы, алаш қайраткерлеріне қарсы пікірдің бәрін Қазақ газеті түгел жерлеп отыр. Тіпті алаш қайраткерлерінің ішінде де дау-дамай болды. Бірақ нағыз шынайы демократиялық. Бұл айтқанда еркін пікір алмасу орталығы болды. Тіпті партияның ішінде еркін пікірталас болды. Соны түсінесіз бе? Оны біреулер қазір компьютер, ой, анау Мұстафа Шоқай Әлиханмен келіспепті, оған қарсы шығыпты, немесе анау Халел мен Жанша Досмұхамедұлдары жалпы екінші жалпы қазақ-қырғыз құрылтайында Әлиханға қарсы шығыпты. Қарсы пікір емес. Ол ішкі күрес тартыс болды, пікір айтысы болды. Тағы да қайталап айтамын. Бұны шегелеп тұрып айтуым керек. Бұны жұрттың бәрі білу керек. Өйткені осыған дейінгі алаштанушы ғалымдардың айтатын сол, алаш деген сөз ол қазақ деген сөздің баламасы деп. Олай емес. Әлихан оған 1913 жылы Қазақ газетінің нөмір 7 санында шыққан тізбекті мақаласының бір жалғасы қазақтың тарихы деп аталады. Сонда Шыңғысхан 4 баласына өз бағындырған елдер мен жерлерін бөліп бергенде, үлкен ұлы Жошы ханға, осы бүгін қазақтың Сарыарқасы, Еділ жайық бойы, Батыс Сібір осы ел үлесіне тиді дейді. Сосын Жошы ханның қол астында
ірі 6 түркі руы болды дейді. 6 алаш деген сөз содан шыққан дейді. Сосын жошы ұлысының ұраны алаш болды дейді. Үшіншіден, халық дейді Жошықханға Алаша хан деген ат берді дейді. Демек, оны кейінгі еуропалықта ресейлік ғалымдар, одан кейін біздің қазақ ғалымдары да бәрі оны не деп айтып кетті? Шартты түрде Алтын Орда деп атап кетті. Ал Әлихандар неге үкіметіне Алашорда атын берді? Назар аударыңыз. Егер сол жошы ұлысының негізі 6 алаш болса, ол қандай орда болады? Өзіңіз ойлап қараңыз. Алашорда. Оған қоса 21 жылы Жапонияның сыртқы істер министрлігінің мұрағатынан табылған Алашорда хатында, Алаш Республикасының тәуелсіздігін мойындап, екі жақты қарым-қатынас орнату деген хатында былай дейді: біз Алашорда атауын 13 ғасырда 150 жыл жасаған мемлекеттік Қыпшақ ордасынан сыйға алып отырмыз деп. 13 ғасырда құрылған жошы ұлысын Алаш орда мемлекетін, бұл айтқанда, қазір тілмен айтқанда, түркі бірлігі дүниесін әлем қайта жаңғырту идеясы жатты. Бір нәрсе назар аударайық. Түркістан мұқтариаты деп аталды. Оны біз осы күнге дейін Қоқан автономиясы деп, былай деп кішірейтіп, ыңжырайтып көрсетеміз. Ол құрылған кезде Түркістан мұқтариаты деп аталды. Ал Түркістан мұқтариатын құру идеясы, бастамасы негізі, ол Қоқан қаласындағы бүкіл Түркістанның мұсылман құрылтайы емес, ол шешім алғаш рет Әлиханның, осыдан 2 апта, 3 апта бұрын Әлиханның Орынбордағы уақытша үкіметтік комиссары кеңсесінде қабылданды. Оны башқұрт төрағасы болған, башқұрт автономиясының төрағасы болған Ахмет Заки Уәлиди жазып кетеді. Ал сол мәжілістен кейін Түркістанды да азаттық үшін күреске, автономия үшін күреске тартайық деген, жолға салайық деген шешім қабылданады. Сол шешімнен кейін істейді, Мұхамеджан Тынышпай мен Мұстафа Шоқай екеуі қайта Ташкентке аттанады. Ол кезде Ташкент кеңестердің қолына өтіп кеткен. Сөйтіп кейін Ташкентке барғанда Мұхамеджан мен Мұстафа Шоқай және жаңа Ахмет Заки Уәлиди жергілікті мұсылман халқына өзбектерден қолдауды талап етіп сұрайды. Бірақ айтқанда өзбектердің Ташкенттің мұсылман басшылығы кеңестерді қолдап кетеді. Содан бар бұлар Қоқанға барып, Қоқанда төтенше Түркістан мұсылмандарының құрылтайын шақырып, 27 қараша күні Түркістан мұқтариатын жариялайды. Бір қызық, Қоқан автономиясы құрылғаннан кейін оның премьер-министрі, айтқанда, мемлекет басшысы Мұхамеджан Тынышпай болып сайланды. Сыртқы істер министрі болып кім? Мұстафа Шоқай сайланды. Назар аударыңыз. Арада тура 2 апта өтеді, Орынборда 2-ші жалпы қазақ-қырғыз құрылтайы басталады. 12 желтоқсан күні олар Алаш Республикасын құрады да, Алаш Республикасының Алашорда үкіметіне мүше сөйлей бастайды. Егер Алаш Республикасы бұл тіпті бөтен бөлек мемлекет болған болса, Алашорда үкіметін сайлаған кезде Түркістан мұқтариатының премьер-министрі Мұхамеджан Тынышпай, қызмет бабындағы сыртқы істер министрі, қызмет бабындағы сыртқы істер министрі Мұстафа Шоқай екеуі кім болады? Назар аудардыңыз ба? Алашорда үкіметінің мүшесі болып сайланған жоқ па? Алаш пен Түркістан бөлінбес мемлекеттің құрамы болатын. Бұлардың неге жеке бөлінгенін сұрайтын болсаңыз, неге жеке бөлінді деп сұрайтын болсаңыз, Мұстафа Шоқайдың 17 жылы ақпан төңкерісінен кейін жұмысшылар мен жауынгерлердің Петроград кеңесінің төрағасы болған Чкеидзе деген кісі. Мұстафа Шоқай өзінің естелігін керемет сипаттайды. Әлиханның тапсырмасымен Мұстафа Шоқай сол Чкеидзеге сәлем беріп шығады. Сәлем беріп келгенде Чкеидзе сұрайды: жолдас Шоқай, сіз қандай алдарыңызда қандай мақсатыңыз бар, не жоспарыңыз бар дегенде, біз қазір Түркістанға қайтып бара жатырмыз, Түркістанды автономияға дайындауға бара жатырмыз дегенде Чкеидзе шошып кетеді. Ойбай, Түркістан халқы олардың мәдениеті де, ділі де басқа ғой, олар бірден сепаратизмге ұрынады деп шошып кетеді. Сонда Мұстафа Шоқай айтады: айналайын, Чкеидзе жолдас, жоқ, біз Ресейден бөлінуді мақсат етіп отырған жоқпыз, қорықпаңыз. Бірақ біз өзімізді билейтін құқымыз болу керек. Біз сол үшін күресеміз деп жұбатады. Тіпті мына ақпан төңкерісін жасап, патшалық билікті құлатқан Ресейдің демократиялық төңкерісшіл демократтардың өзі әлі ұлып империялық пиғылда болған. Олар пантүркизмнен, пантүркілік дейді ғой, пан-исламизмнен оттан бетер қорыққан. Өйткені түріктер біріксе, кешегі Алашорда империясы немесе Алтын Орда қайта тіріледі. Содан қорыққан. Сосын ғой Мұстафа Шоқайдай, Әлихандар кешегі біз Ресейден
мақсат етпейміз, біз Ресейдің құрамында қаламыз деп сендіріп келді. Бірақ олар стратегиялық мақсаты не болды? Ресейден бөлініп дербес кешегі Түркістан немесе жошы ұлысын қайта қалпына келтіру, түрік халқының басын біріктіру болды. Осы жауабыңыздың ішінен бір басқаша сұрақ туындап отыр менде. Шоқай сонда алаш қозғалысының бір бөлігі ме, әлде дербес тұлға ма? Сұрағыңыз өте орынды. Иә. Бұл өте өзекті мәселе. Өйткені қазір біз Мұстафа Шоқай танушылар оны тіпті бар ғой, алаштан бөліп алып, ол өз алдына бір дербес ұлы Түркістан идеясын көтерді деп адасып жүр. Байқасаңыз, жаңа айтқанымды көріп отырсыз ғой. Алаш идеясы сол кешегі Тұран дейік па, оны Түркістан дейік па, немесе жошы ұлысы дейміз ба, әйтеуір түркі бірлігі мемлекетін әлемін қайта жаңғырту идеясы жатты. Бұрынғы Ресей империясы, одан кейінгі төңкерісшіл Ресей кеңістігінде дәл сол идеяны ашық айту мүмкін емес тұғын. Онда біз Ресейдің төңкерісшіл демократтарын шошытып аламыз. Сол себепті ол батысқа кеткеннен кейін, бұл айтқанда, батыста батыс білмейді кім деген Түркістан, кім деген алаш. Түркістан дегенде ғана түсінеді. Сондықтан үлкен Түркістан идеясы дегеніміз не? Ол бүкіл Орта Азиядағы түріктердің басын біріктіріп мемлекетін қайта жаңғырту идеясы жатты. Ол қайдағы идея? Ол кешегі алаш идеясы. Мұстафа Шоқайдың егер 12 томдық шығармалар жинағын оқып қарасаңыз, бір жерде алаш идеясын аузына алмайды. Неге? Өйткені елде қалған Әлиханнан бастаған өзінің саяси ұстазымен кешегі әріптестеріне кесірі тиеді. Байқайсыз, бір сөзінде ол алаш деген сөзді айтпайды. Айтпайды. Бұл Мұстафаның қандай өте сақ болғанын, өзінің әріптестеріне жаны шығандықтан айтпай отыр. Назар аударыңыз. Бұл жерде тағы да қайталап айтамын. Бұны осы күнгі Мұстафа Шоқай танушылардың құлағына алтын сырға. Өткен жолы маған Түркияда тұратын Әбдіуақап Қара ағамыз жазып берейік, Сұлтанға біз екеуміз кітап жазайық деп. Қандай кітап десем, ол Әлихан мен Мұстафа Шоқайдың көзқарастарындағы қарама-қайшылықпен жаңағы ұқсастық бар соны. Мен соны жауап бергенім жоқ. Өйткені олардың көзқарасында ешқандай айырмашылық жоқ. Мәселе осында. Ол Еуропаға айтқанда демократиялық қоғамға барғаннан кейін ғана ол еркін насихаттады. Оны ашық тілде айтты. Иә, бұл үлкен Түркістан идеясы, ол кешегі жошы ұлысы идеясы. Мәселе осы. Негізі Мұстафа Шоқайдың Еуропадағы қызметі сол алаш қозғалысын әрі қарай насихаттау, соны әрі қарай дамыту болды. Соны бүкіл айтқанда өркениетті әлемге насихаттады. Бірақ сол міндетін Мұстафа керемет атқарды. Бұл керісінше алаш қозғалысының қандай ауқымы кең екенін көрсетті. Әлихандарда ондай мүмкіндік болған жоқ. Мұстафаға жағылған күйі болжам ғой бұның барлығы. Нақты тарихи факт жоқ. Бұл Кеңес одағының мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің шығарған қиялы. Неміс қызметіне жазған хат бар. Ол хаттан кейін оны қалай айыптауға болады? Сатқын деп, басқа деп. Одан бұрын біз мынаған назар аударайық. Нацистік Германия Кеңес одағына бас салғанда, сіз білесіз ба? Ресейдің, орыстың, украиндардың өзін қанша миллиондаған адамы Германияға өтіп кеткен. Кеңес одағының азаматтарының ішінде өзін туғаннан, әкесінен, анасынан, тағы туысқаннан айырылмаған бір азамат бар ма екен? Бір азамат. Қалып жол болып атылмаған туысқаны бар бір адам болды ма? Алғашқы кезде бір ғой 5 миллионнан астам соғыстың алғашқы жылы емес, алғашқы 1-2 айында нацистік Германия армиясының тұтқынына 5 миллионға жоқ кеңес жауынгері, офицерлер, генералдары берілді. Өз еркімен, өз ықтиярымен. Неге? Өйткені бәрі кеңес одағы дәуірінде барлығы да қорлық зорлықты өтті. Тіпті нацистік Германия істеген қылмыспен салыстырғанда Сталин бастаған кеңес үкіметінің қылмысы нацистік Германия әшейін бала сияқты болып көрінеді. Яғни сіз келісесіз, Мұстафа Шоқайдың сөзіне, Сталин мен Гитлердің зұлымдығы бірдей. Тікелей айта аламын. Қазір ойлап қарасаңыз бар ғой, Сталиннің қалай сұмдық жасағаны, а Гитлердің қандай сұмдық жасағаны. Сталин билік басында 34 жыл отырды ма? Тіпті Гитлер билік басында 12 жыл отырды. 12 жылдың ішінде Германия бүкіл әлемдегі ең қуатты елдің біріне айналдырды. А кеңес үкіметі осы күнге дейін, тіпті Ресей осы күнге дейін бейшараның халін кешіп келеді. Екінші дүниежүзілік соғыста жеңіске жеткен мемлекетке ұқсай ма? Ал сол екінші дүниежүзілік соғыста быт-шыты болып шығарған Германия мен қазіргі кеңес одағы қайда? Салыстырып көріңізші.
Тіпті бір орыс ғалымының керемет есебі бар. Ол 45-ші жылы батысқа қашып кеткен орыс ғалымы, демограф ғалымы. Сол былай келтіреді. 1917 жылы большевиктер қантөгіспен билік басына келген сәтте бастап 59 жылға дейін Кеңес одағы 110,7 миллион халқын қырған. Оның ішінде екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қанша адам қырылған білесіз ба? Олардың есебі бойынша 44 миллион адам қырылған. Одан кейін бұл жерде кімнің зұлымдығы үлкен деген сізде сұрақ тумайды. Гитлер ме әлде Сталин ба? Ал қазақ халқын алып қарайық. Қазақ халқын 1897 жылы Ресей империясындағы тұңғыш халық санағы кезінде қазақ түгел санаққа ілінбесе де, санаққа ілінген саны 4,84,000 адам болды. Өзбектің қанша болған білесіз сол кезде? 726,000. Түркменнің 268,000. Қырғыздың 201,000. Қарақалпақтың 104,000 адам болды. Ол халықтардың бәрі отырықшы болды. Сондықтан олар түгел санаққа ілінді. Қазақ неге санаққа ілінбегенін білесіз ба? Біріншіден қазақ былай есептеді. Малын есептесе, патша үкіметінің салығы өседі. Жерін есептесе, ол кезде қазақтар бәрі жерді рулық меншікте ұстады. Ұмытпаңыз. Онда мысалы қайсы бір рудың жері ол байдың жері емес. Сол тұтас рудың жері болды. Сонда әрбір ру қалай ойлайды? Егер жерінде түгел есептейтін болса, онда патша үкіметке салады да келімсектерге береді деп жерінде жасырды. Үшінші кімін жасырды? Баласын жасырды. Сол балам да өзінде санаққа, малым да жерінде санаққа ілінбесін деп қазақ ауыл өре тұра келеді, қырдың бойына көшіп кетті. Сөйтіп санаққа ілінгені 4 миллион. 84 мың. Енді қараңыз, сол Орта Азияны мекендеген өзбек, қазақ, қырғыз, түркмен бәрін қоса есептегенде қазақтан 2 есе кем болды. Ал енді арада қазір 18 жыл, 125 жыл өтіпті. Қазір енді қанша жыл болды? Енді 130 жылдан астам уақыт өтті. 2018 жыл есептегенде өзбектер 34,2 есе өсіпті. Қазақтардың қанша өскен білесіз ба? Қанша есе? 3,3 есе. Қырғыздардың 22,4 есе өскен. Түркмендері 14,5 есе ма өскен, 7 есе өскен. Әлиханның айтқаны бар. 1897 жылы есеп халық санағында Әлихан соған тікелей қатысқан. Сосын 1907 жылы Көкшетау оязында есеп болғанда, қайта есеп болғанда Әлихан соған да қатысқан. Сол 1907 жылы ол кездегі Ақмола облысы Көкшетау оязында қайта санақ болғанда Ресей шенеуніктердің аузы ашылып қалған. Қазақтың айтқан табиғи өсімі әлемдегі ең жоғары екен. Ол кезде бүкіл Ресей империясының кеңістігінде халықтың өсу саны 1,55 коэффициент болған. А қазақтың табиғи өсім 2,5 коэффициент болған. Өзбектер 34,2 есе өскен болса, а қазақтар дәл солай өскен болса, бүгін қазақтың саны қанша болатынын білесіз ба? 140 миллион болады екенбіз. Егер тек біз түркмендер сияқты 14,7 өскен болмасақ, онда біздің санымыз бүгін 60 миллион болар едік. Ал қырғыздарша 22,4 есе өскен болса, онда біздің санымыз бүгін 100 миллион халық болар едік. Оған бірде бір дәлел келтірейін. 1926 жылы осы қазіргі Түркия Республикасы құрылды, жарияланды. Мұстафа Ататүрк бастаған Түркия Республикасы құрылды. Сол кезде Түркияның халқы қанша болғанын білесіз ба? 6 миллион болды. Бүгін Түркияның халқы қанша болғанын білесіз ба? 90 миллион болды. Міне, Кеңес одағы заманда қазақтың көрмеген қорлығы жоқ. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, Әлихан Бөкейхан мен Мұстафа Шоқайдың арасында саяси ұстаз бен шәкірт ретінде байланыс болған. Болған, ол үзілмеген. Иә, үзілмеген дедіңіз. Мұстафаның Әлиханға деген құрметі ерекше екендігін де атап өттіңіз. Иә. Сіз Әлихан танушы ретінде айтқандықтан, бұл сенімді. Сіздің аузыңыздан есту бұл өзгеше, бұл басқаша бәрібір. Енді оны бағаладық, екеуін саяси ұстаз бен шәкірт деп. Ал Мұстафа шетелге кеткендігі үшін әлі күнге, дәл қазіргі сәтте де сатқын деген жаладан арылалмай келе жатыр. Енді Мұстафаға шетелге кетуді ұсынған Әлихан Бөкейхан деген пікірге сіз қалай қарайсыз? Мен оны толық растаймын. Мысалы, жапон ғалымы Томохико Ояма бір мақаласында Мұстафа Шоқай 1919 жылы мына башқұрт автономиясының төрағасы Ахмет Заки Уалидимен бірге
мынау адмирал Колчактың билігін қолдап кеткен Орынбор казактарының атаманы Дутовқа қастандық жасауды ойлайды, жоспарлайды. Бірақ оның ішінен сатқын шығып, бұл ісі жүзеге аспай қалады да Мұстафа Шоқай содан қорқып шетелге қашуға мәжбүр болды дейді. Мен онымен үзілді-кесілді келіспеймін. Ол бір. Біріншіден, егер шынымен одан қорқып қашқан болса, онда Ахмет Зәки Уәлиди неге қашпады? Ол сол атаман Дутовпен ары қарай араласып жүрді. Сонда Мұстафа Шоқайдың қылмысы Ахмет Зәки Уәлидидің қылмысынан жоғары болды ма? Қастандығы? Біріншіден, Мұстафа Шоқайдың қолында қару әскері болған жоқ. Ал Ахмет Зәкидің әскері болды. Сонда кімнің қылмысы ауыр болып көрінеді? Дутовтың алдында, өзіңіз ойлап қараңыз. Біріншіден, егер ол шында Дутовтан қорқып қашқан болса, ол барып Әлиханның қанатының астына қонса, Әлихан оны тіпті Дутов тұрмақ, Құдайға да бермес еді. Екіншіден, Мұстафаның шетелге эмиграцияға, немесе мұхажирға қашпаған, керісінше ол Алашорда үкіметінің мүшесі ретінде 1919 жылдың қаңтар айында Парижде мына бірінші дүниежүзілік соғыстың қорытындысын шығарып, болашақта мұндай соғысқа жол бермейтін халықаралық ұйым құратын бейбіт конференция басталды. Мұстафа Шоқайдың шетелге кеткендегі мақсаты ол эмиграция емес, ол Алашорда үкіметінің өкілі ретінде сол Париж конференциясына Әлиханның тапсырмасымен кетті. Бірақ Тифлисте кідіріп қалуға тура келді. Біріншіден, не себепті? Біріншіден, ол Францияның визасын ала алмады. Екіншіден, Әлихан 18 жылдың соңында бұл адмирал ақтары қозғалысының айтқанда басшысы адмирал Колчак, ол билікке қандай жолмен келді? Әскери төңкеріс жасап, айтқанда большевиктерге қарсы ақтар қозғалысының үкіметін әскери төңкеріспен басып алды. Оның билігін өзінің айтқандай Ресейдің жоғарғы билеушісі деп жариялаған адмирал Колчакты ешкім сыйлаған жоқ. Әсіресе мынау ұлттық, қайта жаңғырған ұлттық мемлекеттер. Ол Түркістан, Башқұртстан, Алаш және Кавказ республикалары. Тіпті Украинада ешкім мойындаған жоқ. Оны кейбір казак әскерлері, Дутов тағы басқалар ғана мақұлдады. Өйткені біз әскери диктатура болмаса, біз большевиктерді жеңе алмаймыз деген ұғымнан, бұл әскерилердің ұғымнан шыққан бастама болды. Енді қараңыз, Әлихан адмирал Колчакпен қандай қатаң келісе жүргізгенін Мұстафа Шоқай өзінің бір естелігінде керемет жазады. Қараңыз, сол жерде қандай ауыр келіссөз болған қалай деп былай. Бір күнде адмирал Колчак Әлиханнан сұрады дейді: сіздердің Алашорданың құрылуына кім рұқсат берді? Кім санкция берді дегенде Әлихан айтады: Алашорда үкіметі бүкіл халықтық құрылтайда заңды түрде сайланды. Және ешкімнің санкциясына мұқтаж емес. Алашордаға сіз ақыл үйрететін кісі кімсіз дегендей пікір білдіреді. Сонымен Мұстафаның Францияда өмір сүрген сәті бұл 1921-ден 41 жылға дейін 20 жыл. 20 жыл болды. Сол 20 жылдың ішінен жақсы 37 жылы Әлихан Бөкейхан атылып кетті. 37 жылға дейін Мұстафа Шоқай мен Әлихан Бөкейханның арасында байланыс болды ма? Оған мәселені қараңыз, ешқандай күмәніңіз болмасын. Мысалы, есіңізде болса, 1925 жылы Мәскеуден қазақ өнерінің белді өкілі Әміре Қашаубайұлы Париждегі Экспо Париж 1925 көрмесіне барып, сол жерде этнографиялық байқауға қатысып, күміс жүлде алып қайтты. 25 жыл. Енді назар аударыңыз. 25 жылы Әлиханның Ахметке жазған хаты бар. Хатына былай дейді: мына біздің Әміре Париждегі халықаралық көрмеге бара жатыр екен. Сосын мен бұл Мәскеуге келген соң, бұны мамандарына апарып тыңдаттым, бәрі де Әміренің дауысын мақтасты дейді. Бірақ бір мәнді өлең болса қайтеді. Мен әнін тыңдағанда кірерге жер таппадым. Ал мұндай халықаралық байқауда өте мәнді әндерге назар аударады. Мынау Әмірен әләуләйден басқа не біледі? Соған ең болса бір 3-4 мәнді өлең жаттатқызуға болмады ма деп ұрсам. Ол бір. Екіншіден, мына басқа ұлттың өкілдерінің бәрі өздерінің ұлттық киімін киіп алыпты. Ал біздің Әміре орыстың мещанша киінді. Осыны ескеруге болмады ма деп ұрсып тұрып жазады ахаңа. Одан кейін Әміреге 4-5 өлеңді
халықты халық әндерін жататқызып берген кім білесіз бе? Әлихан. Өз елінде емес, Мәскеуде қазақтың ұлттық киім кешегін кигізіп жіберген кім? Әлихан. Әміренің ұлтанына, етігінің табанына Мұстафаға арнап хат жазып жіберген кім? Әлихан. Әлихан Мұстафамен бір ғана ондай жолмен ғана емес, сосын ол өте жиі барып тұратын болған. Францияның елшілігі 23 жылы ашылды Мәскеуде. Большевиктер билікке орнағаннан кейін. Сол кезде ол Францияның, Германияның елшіліктерінің емін кіріп жүретін. Мен сол елшіліктері арқылы хабарласып тұрды. Оған қоса, есіңізде болса, шамамен 30 жылы Мұстафа Шоқай мынау Соловки аралында қамауда отырған Міржақыпты қашырғысы келді. Білесіз ғой, оның хабары. Осы жайында айтып беріңізші, тереңірек. Міне, сол Мұстафа егер 19 жылы елін тастап кеткен болса, бір ғана Міржақып емес, Ахмет Сафа Жүсіп бар, тағы бірнеше қазақ азаматының сонда отырғанын қайдан біледі? Егер ол елден хабар алып тұрмаса. Сталиннің кезінде Тұрар Рысқұлдың елдің ішінде не болып жатқанын бәрін өз мақалаларында жазып отырды. Өйткені ол хабарды қайдан алып отырды? Кім арқылы алып отыр? Бір ғана мәселе сол Түркістандағы немесе қазақ еліндегі азаматтар емес, ол Мәскеуде отырған Әлихан тікелей. Өйткені патша заманында, бұл былай айтқанда, астыртын күрестің әккісі болған, ең үздік әдісін білетін адам болатын Әлихан. Мұстафа Шоқай өзінің ұстазына үйреніп, қалай елмен хабарласуын ол да керемет білді. Мұстафа Шоқайдың Соловкеде отырған Міржақып Дулатовқа хат жазғандығы туралы дерек бар, иә? Иә. Мен сені құтқарып аламын. Ол тіпті Мұстафа Шоқайдың батыста шығарып отырған газетінде ол туралы қанша адам қашып шыққаны ол жазылған. Неге ол ұсынысын қабыл алмады екен Міржақып Дулатов? Міржақып Дулаттың азаматтығы нағыз алаш қайраткер екенін көрсеткен бірінші мәлімет не? Ол бірінші өзінің елде қалған отбасының қамын ойлады. Ол бір екінші өзінің үзеңгілестері бар. Әлихан, Ахмет және тағы басқа. Соларға кесірім тиме деп ол әдейі қалып қойды. Осы күнге дейін кейбіреулер айтады, осы алаш қайраткерлер бәрі-бірінің үстінен жағына арыз жазды. Бәрі өтірік. Бәрі өтірік. Ондай домалақ арыздар тарихи деректерде, архивтерде жоқ. Ондай дерек жоқ. Онда қайдан шыққан желеу сөз ол? Оның ішінде кейбіреулер ішінде сирек кейін коммунист болып кеткен, шынайы коммунист болып кеткендер бар. Мысалы, Тұрар Рысқұл, Сәкен Сейфуллиннің, тіпті Сейітқали Меңдешевтің солардың жазған хаттары бар. Әліби Жангелдиннің хаттары бар. Домалақ хаттары, арыздары бар. Ал бірақ алаш қайраткерлердің ішінде, айтқанда, оның ішінде бір-бірінің үстінен арыз жазған ешкім жоқ. Ағажа Әміреу Қошабайұлының есімін өзіңіз атап өттіңіз. Оның өліміне Шоқаймен кездесу әсер етті. Әрине. Деген мәлімет әңгіме бар. Иә, оны өйткені қайта тергеуге шақырып, азаптап, қаншама жыл ұстады. Сосын бір күні аяқ астынан көшеден өлігін тауып алды деген бар. Бұл тек большевиктердің кеңес үкіметінің жазалаушы мекемесінің айтқанда әдіс тәсілі. Дәл кезінде бір ғана Әміре емес, талай қазақ азаматы, көрнекті азаматы осылай қаза болды. Аяқ астынан. Дегенмен негізді пікірі болып тұр ғой. Негізгі пікірі сол Парижге барып келгені, сосын Мұстафаның өзі жатқаны бар ғой, соны Әмірені елге қайтуға әзір көндірген. Ол қайтып келгенде етігінің ұлтарағына Мұстафадан хат алып келіп Әлиханға тапсырған. Тапсырып үлгерген ба? Тапсырып үлгерді ме, үлгермеді оны білмеймін, бірақ егер үлгерген болса, онда басы бірден кетер еді. Ол кезде Кеңес одағы алғашқы күнінен бастап шетелге біреу шықса, міндетті түрде жанында бір чекист болады. Тыңшы болады, жансыз болады. Міндетті түрде. Ол тіпті Кеңес одағы бір жолы ыдырап келмеске кеткенге дейін дәл сол жағдай болды. Сол кезеңдегі, яғни аумалы төкпелі, өте қиын қазақтың басынан не өтпеген, мың өліп, мың тірілген қазақтың басынан өткен сол замандағы мәжбүрлі эмиграция, яғни мұғажырлыққа кеткен жалғыз Мұстафа Шоқай болды сол кезде. Жоқ, екінші Райымжан бар. Райымжан Нәрсек бар, ол 22-ші жылы, оны тағы да тұтынайын дегенде Қытай жағына өтіп кетіп, ақырында 38-ші жылы сол Үрімжіде жүрген жерінде қолға түсіпті. Репрессиядан аман қалған жалғыз Мұстафа Шоқай дегенге келсесіз бе? Жоқ. Кім бар? Әлімхан Ермек бар. Мұхтар Әуезұлы бар. Қаныш Сәтбай бар. Сосын Уалитхан Танаш бар, Алашорда мүшесі. Тағы бір екі азамат бар. Бірақ олардың қалуын бір ғажап қол істеп айтуға болады.
Ал Алиханды сіз толық зерттеп болдым деп есептейсіз бе? Жоқ әлде ашылмаған қырлар бар ма? Негізі Алиханның бүкіл өмірін, оның ішінде саяси қызметін негізінен тұтас алып зерттеп болдым деп айта аламын. Тұтасынан. Мүмкін бір майда шүйде тағы мәліметтер табылуы мүмкін. Мысалы өткен жылы Алматыдағы орталық мемлекеттік мұрағатқа барғанда оның директоры айтады, Әлекең 1920 жылдары Қазақстанның халық комиссариатында, жер жөніндегі комиссариатында жұмыс істегенде, оған пәренше деген бір шектеу қойыпты, солар сізге берейін бе деп. Мен айтпасам, егер мұрағаттың директоры болсаң, сен неге сұрайсың, неге маған бермейсің? Мен алаштанушы екенмін, Алихан танушы екенін білесің ғой, маған неге бермейсің? Неге менен сұрайсың? Неменен жалым сұра деп отырсың, мәселе. Бұл мұрағат, мемлекеттің мұрағаттың директоры маған осылай сөз айтып отыр. Сондықтан бұл жерде Алиханға жалпы алаш қозғалысына қатысты дәл осындай бір ойға келмейтін осындай мәліметтер болмаса, әйтпесе алаш тарихында тұтас зерттеп болдым деп айта аламын. Жақсы. Сұлтанхан аға, енді сіз студияға келіп отырған кезде, бұл сұхбат барысында сіздің тақырыбыңыздың тағы бір, сіздің тақырыбыңызға арқау болып отыратын Кенесары хан туралы сұрамай кету айып болар. Кенесары ханның бас сүйегін қайтару мәселесі неге сонша маңызды? Және бұл тарихи әділеттілік пе, әлде символикалық қадам ба деп жазып қойыппын, оқып берейін. Халық арасында Кенесары ханның бас сүйегіне қатысты мистикалық әңгімелер көп. Бермей отырған Ресей емес, алмай отырған Қазақстан. Ол менің сөзім. Сіздің сөзіңіз. Иә, сол үшін оқып беріп отырмын. Мен оны тағы да шегелеп тұрып айтқым келеді. Өйткені біз сол бас сүйекті оп-оңай алатын кезде біз сұрамадық. Өйткені сұрамаған себебі дәл сол кездегі тұңғыш президентіміз деп жер-көкке сыйғызбадық қой. Ол кісі біріншіден Кенесарының бас сүйегін алдыруға, сөйтіп халықтың рухы қайтып көтеруіне мүдделі болған жоқ. Кенесарының бас сүйегі қайта оралатын болса елге, ойлап қараңыз, қазақтың осы бір ұрыс жаудың 91 жыл, 1-ші желтоқсанда құрдым деген мемлекеті одан да ерте болғанының бірден бір дәлелі болады. Біздің мемлекеттігіміз 91 жыл емес. Одан әлдеқайда бұрын болған дәлелдейміз. Ең бастысы Кенесарының соңғы ханымыздың бас сүйегі елге келіп, оны қазақтың ежелгі көне салт-дәстүрі бойынша зор қошеметпен мемлекеттік деңгейде, ұлттық деңгейде қайда жерлеріміз халықтың рухын көтереді. Өйткені Кенесары хан әрқашанда қазақтың мақтанышы болып келді. Тіпті Ресей империясының өзін дүріктірген тұлға. Жақсы, сіз айтып отырған заман өтті. Қазір жаңа Қазақстан. Қазір не кедергі? Не кедергі? Енді Ресейдің, Кремльдің өзі кедергі болып отыр. Түсінесіз ба енді? Енді өздері беріп отыр. Енді Ресей өзі, өткен жолы мен сізге сол бас сүйегін іздеуге құрылған бір комиссияның мүшесімен кездестім. Ол бізге омбыдан бас сүйегін тауып берді, бірақ оны қап-қара бояпты деп. Мен ол кісіге айттым, оны алушы болмаңдар, бұл Ресейдің, Кремльдің, қазіргі Кремльдің бізді мазақ қылып отырғаны. Өйткені Кенесарының бас сүйегін қара түске бояудың ешқандай негізі жоқ. Мен сізге одан да қызығын айтайын. Мен 2014 жылдың жазында Омбыға ғылыми сапарға барып, Омбының облыстық мұрағатынан фонд Палашенкова деген бір қор бар. Сол қордың ішінен 40-шы жылдарға дейін директор болған бір кісінің осындай шағын бір бетке жазған, қарындашпен жазған жазбасын таптым. Ол не жазғанын білесіз ба? Мына Омбының қалай дейді, бұрынғы орыс географиялық қоғамының батыс бір бөлімінің мұражайында бір ерекше не деуші еді оны, жәдігер жатыр дейді. Ол не жәдігер десеңіз дейді, бұл бүлікшіл қазақ сұлтаны Кенесары Қасымұлының бас сүйегі дейді. Бас сүйегі дейді, уақыт өте келе өте берік, денсаулығы мықты адамның просто күн өте келіп сарғайған бас сүйегі дейді. Маңдай тұсында патша билігінің мөрі тұр дейді. Кенесарының бас сүйегін ол кісі Екінші дүниежүзілік соғыстың қарсаңында ғана көрген. Ол кезде ол еркін айналымда болған. Бір кезде тіпті ол бас сүйекті бір көрмеге қойыпты. Бірақ оның шын өтірігін білмеймін. Бізде бір орыс журналисі болды, орыс тілді журналист. Кім еді? Доронин деген, Андрей Доронин деген. Қайтып кетті осыдан бір 10 шақты жыл бұрын. Ол ана «Экспресс-К» газетінің тілшісі Санкт-Петербургдан, Мәскеуден мақала беріп тұр. Соның несі бойынша, былай айтқанда, жазуы бойынша, бұл 1986 жылға дейін Kunstkammerада жұрттың көретін көрмесінде тұрды дейді.
бір сөреде тұрды дейді. Содан кейін 86 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін сол кездегі қауіпсіздік комитетінің төрағасы Виктор Чебрик политбюроға мынандай хат жазды дейді. Мына қазақ халқының рухын, тіпті теориялық жағынан рухын көтеру мүмкін кез келген тарихи жәдігерді біз түгел тығып тастауымыз керек деп. Сөйтіп Кенесарының бас сүйегі жаңа күн камерден алынып, кез келген мемлекеттің ең қымбат жәдігерлері мен алтын валюта қоры сақталатын сондай бір қор болады. Сол қорға тығып тастады дейді. Ол жерде бір ғана Кенесарының бас сүйегі ғана емес, ол жерде Кенесары әскерінің тулары, Кенесары ұстаған құран, қылышы, семсері, тағы бірнеше мылтығы бар деген сөз болды. Сол мақалада жазады. Сосын өз басым 2014 жылы сол омбыға барғанда Кенесарының мылтығын көрдім. Ол омбының өлкелік мұражайында тұр осы күнге дейін. Мен соны бір кісілер арқылы сол кезде Астананың әкімі болған Иманғали Тасмағамбетке ұсыныс жасадым. Сол мылтықты сатып алсақ қайтеді деп. Ең кемінде. Бірақ ол кезде Тасмағамбетті жоғары жақтың Ақордадан қатты қысым көріп отырған кезі. Қазір алу мүмкін ба? Қазір алу мен білмеймін. Қазір енді бере қоймас. Қазір байқайсыз ғой. Өйткені қазір Кремльде отырған адам бар ғой, өзін былай айтқанда кешегі бірінші Петр деп сезініп отыр ғой, көрдіңіз бе? Оны қазір бірінші Петрға таңейтін болды ғой. Орыс жерін жинаушы дегендей. Сондықтан қазір оны бере қоймайды. Кенесарының бас сүйегін де бермейді. Берсе сол бір мазақ қылып басқа біреудің бас сүйегін тыға салуы әбден мүмкін. Ол тек мазақ үшін. Әйтпесе ойлап қарасаңыз бар ғой, 21 ғасыр басында өзін кесіп алған адамның бас сүйегін сен қалай көрмей қоясың? Адамның бас сүйегін. Қазақтың түсінігінде адам қайтыс болғаннан кейін оны жерге беру керек. Болашақтың еншісіне қалдырайық ендеше. Енді аға, мынау уақытымыз таяп келе жатыр. Кішкене ғана уақыт қалған сияқты, сондықтан соңғы сұрағымды сізге қояйын. Жалпы аманат деген сөзді сіз қалай түсінесіз? Мағынасы тереңде жатқан өте бір қасиетті сөз деп түсінемін. Өйткені бүгінгі Қазақстан біздің кешегі жаппай қасақана атылып кеткен алаш қайраткерлерінің аманаты ғой деп сенемін. Бүгінгі еліміз. Біз сол аманатқа адал боламыз керек. Сол аманатты ақтап ары қарай елімізде жетілдіруіміз керек деп санаймын. Өзіңіз қандай аманат қалдырар едіңіз келер ұрпаққа? Бізге ешкім сырттан келіп, басымызды сипап, бізге елімізді дамытып бермейді. Мәдениетімізді өркейтіп бермейді. Елімізді гүлдетіп бермейді. Оны істейтін тек біз ғана. Біздің жастарымыздың қазір едәуір бөлігі шет елдерде, өркениетті елдерде білім алып, сол елдерде қалғысы келеді. Мен талай жастармен, оның ішінде Прагада жүргенде талай қазақ жасымен кездестім, сонда айтарым. Азаматтар, Европада тұрған ұнай ма? Ұнайды. Сол Европада өз елінде тұрғыз деді. Сол Европадағы өркениетті ел өз елінде, өз жерінде болсын. Қазір біздің жастарға айтарым сол. Айналайын, Америка немесе Европа тағы басқа гүлденген ел саған ұнай ма? Ұнайды. Дәл сондай елді өз елінде тұрғыз. Оны тұрғызатын тек сен ғана. Ең бастысы, ешқашан ұмытпа. Қазақстан деген ол президент емес. Қазақстан деген ол парламент емес. Қазақстан деген ол үкімет емес. Қазақстан деген кім? Ол мен. Есінде болсын. Менің атым қазақ, сенің атың қазақ. Әркім қазақпын деп білу керек. Қазақстан ол менмін деп білу керек. Әрбір азаматымыз. Осы елдің қожайыны кім? Мен. Осы елдің гүлденуіне жауапты кім? Мен. Осы елдің азаттығы, гүлденуі, болашағы, жарқын болашағының жауапты кім? Мен. Әр азамат осылай түсіну керек. Сонда ғана еліміз гүлденеді. Мен айтатын тілегім осы. Рухты сұхбатыңызға көп рахмет, аға. Сіздің барлық ойыңызда жүрген арман мақсаттарыңыз әлі де көп екеніне қазір көзім жетті. Қазаққа, ұрпаққа береріңіз көп. Сол мұраңыздың барлығы ұрпаққа жетуіне шын жүректен тілектеспін, аға. Бұл аманат бағдарламасы бүгінгі студияның қонағы алаштанушы Сұлтанхан Аққұл. Арнамызға тіркеліңіздер, жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бағдарламаның жүргізушісі мен Гүлбаршын Зайырова. Амандықта жолыққанша.